Қайырлы күн құрметті оқушылар. Бүгін бізде кезекті жаңа тақырып функцияның графигін анықтау. Жалпы біз сіздермен функция тарауын бастаған едік, и осы функцияның графигін анықтау тақырыбы функция тарауының соңғы тақырыбы болып саналады. Бүгінгі сабақта біз сіздермен не үйренеміз? Жалпы графикке қарап, сол графиктің функциясын анықтауды үйренеміз. Одан кейін функция сіздерге беріледі, сол функция қарап отырып, сіздер график салып үйренесіздер. Одан бөлек бұл жерде бүгінгі сабақта бізде тағы да бірнеше қызық есептер талданады. Бүгінгі сабақта бізде теория бөлімі болмайды, ескертіп айтып өтейін. Есептерді шығару барысында керек заттармен танысып отырасыздар. Бізде бүгін 50 шақты есеп, сол себепті уақыт созбай бастайық. Бірінші есеп. А нүктесінің координатасы 1-де -1 және В нүктесінің координатасы 2-де 3 нүктелері арқылы өтетін түзудің бұрыштық коэффициентін тапсын дейді. Так, қараңыздар. Бізде екі нүкте берілген, А нүктесі мен В нүктесі, және осы екі нүкте арқылы өтетін түзудің бұрыштық коэффициентін тапсын дейді. Жалпы бұрыштық коэффициентті біз К деп белгілейміз. Енді бұрыштық коэффициентті мына екі нүкте арқылы қалай табады? Оның өзінің формуласы бар, мына жаққа жазып қойық. Бұрыштық коэффициент табу үшін біз y2-ден y1-ді азайтамыз, и нәтижесін бөлеміз x2 мен x1-дің айырмасын. Мынау бұрыштық коэффициентті табудың формуласы. Енді y2, y1, x2, x1 дегеніміз не? Мысалы, А нүктесіне тұрғанда 1 мен -1, бұлар реттілік бойынша қалай жазылады? Бірінші x жазылады, потом y жазылмай ма? Демек, мынау бізде әзірге x1 болсын, онда оның жанында тұрғанда -1 ол не болады? y1 болады сәйкесінше, дұрыс па? Онда v-ның координаталары бізде x2 мен y2 болады. Кейбіреулерде сұрақ туындауы мүмкін, неге біз А нүктесін x1 мен y1 деп алдық деп? Пожалуйста, v нүктесін x1, y1 деп алсаңыздар да болады да, А нүктесін керісінше x2, y2 десеңіздер де болады. Одан еш нәрсе өзгермейді. Түсінікті ғой? Енді байсымыз. Бұрыштық коэффициентті табу үшін мен тұрамын да, бірінші y2-ден y1-ді азайтамын. y2 бізде міне, қараңыздар, y2 бізде 3-ге тең, мына жаққа жазып қоямын. И азайтамын, y1 бізде -1-ге тең. Яғни -1 деп жазамын. Әзірге түсінікті деген ойдамын. Келесі x2-ден x1-ді азайтсын дейді. x2 бізде 2-ге тең, и азайтамын, x1-дің мәні бізде 1-ге тең. Енді үстіңгі амалды орындасақ, минус пен минус бізге плюсті береді, сонда 3-ке 1-ді қосса, нәтижесінде 4 шығады. Астында 2-ден 1-ді алса 1, 4-ті 1-ге бөлсе 4 шығады. Демек, бұрыштық коэффициенті бізде 4-ге тең. Жауабы А варианты болады. В общем, мына формуланы жаттап аласыздар. Бұл формуланы қай кезде қолданады? Бұрыштық коэффициент табу үшін сіздер екі нүктенің координатасын қолданасыздар. Сол арқылы оңайынан бұрыштық коэффициентті есептей саласыздар. Болды, ешқандай проблема жоқ. Келесі есеп. N нүктесінің координаталары x квадрат қосу y квадрат тең 2x теңдеуін қанағаттандырады. Егер А нүктесінің координатасы 4-те 4 болса дейді, n-нің ең кіші мәнін тапсын дейді. Жалпы былайда ОБТ-да жиі сұралатын зат бұл шеңбер теңдеуі. Мысалы, мына x квадрат қосу y квадрат тең 2x деген бізде өрнек беріліп тұр ғой. Осыны шеңбердің теңдеуіне келтірсе болады. Енді қазір былай. Жалпы шеңбердің теңдеуі қалай беріледі? Мына жаққа жазып қойық. Шеңбердің теңдеуі. Оның жалпы формуласының түрі қандай болады? Мына жаққа жазайық. x минус x1-дің квадраты қосылған y минус y1-дің квадраты тең r квадрат. Мынау бізде шеңбердің теңдеуі. Енді мына жақтағы тұрған x1 мен y1 ол не деген сұрақ туындайды? Жалпы өздеріңіз білесіздер, шеңбер саласыздар ғой. Шеңбердің дәл ортасы болады, оны центр деп атайды. Сол центрдің координаталарын біз не деп белгілейміз? Осы x1 мен y1 деп белгілейміз. Түсінікті деген ойдамын, x1, y1. Ал мына жердегі r ол өздеріңіз білесіздер, r деген не? Ол радиус. Не жазып қойып? Бұл радиус. Енді қалай мына x квадрат қосу y квадрат тең 2x-тан мынандай шеңбер теңдеуін шығаруға болады? Қазір байсымыз, 2x-ті бері қарай өткізіп алсақ, x квадрат минус 2x плюс y квадрат тең 0 болады. Мен өзімнің сабақтарымда мына бір нәрсені көрсететін, x квадрат минус 2x-ті квадраттық жақшаға жіктеуге болады. Оны қалай істеуші еді? Жалпы x квадрат түбірден не болып шығады? X болып шығады, дұрыс па? Ал мына x-ның алдында тұрған 2 бар ғой, сол 2-ның жартысы бізде неше? 1. Неге жазып қоямын? 1 деп. x квадрат пен минус 2x-ның арасында, то есть 2x-ның арасында не тұр? Бізде минус тұр. То есть осылай жазамын да, мен сыртта квадрат тұрамын. И қазір мына квадраттық жақшаны мен ашатын болсам, қысқаша көйту формуласымен менде не шығады? Менде қазір x квадрат минус 2x плюс 1 шығады. Бірақ менде мына жерде x квадрат минус 2x ғана деген бөлігі бар ғой. А менде мына артық не пайда болды? Плюс 1 пайда болды. Осы плюс 1-ден құтылу үшін мен бұған не жалғаймын? Минус 1-ді жалғаймын. Сол кезде 1 мен минус 1 қысқарады, нәтижесінде қайтып нені береді? x квадрат минус 2x береді. То есть ол не деген сөз? x минус 1-ді квадрат деп жаздым ғой мен. Осы жерде менде не шығады? Плюс 1 деген шығады. И плюс 1-ден құтылу үшін оның және не деп жазып қоямын? Минус 1 деп жазып қоямын. Сол кезде 1 мен 1 бір-бірін жояды да, менде қайтып мына x квадрат минус 2x шығады. То есть қыздар жігіттер x квадрат минус 2x-ті мен сәл басқаша қылып квадрат түрінде жазып отырмын. Болды, мен бұл жерде ойдан ешнәрсе құрастырып жатқан жоқпын. Сонда мына бір бөлігін қазір өшіре салайық. Так, минус 1-ді жалғадық және плюс y квадрат тең 0 деймін. Мына минус 1-ді оңға қарай өткізіп жіберсем менде не пайда болды сонда? x минус 1 квадрат қосылған y квадрат тең 1 болып тұр. Мынау менде шеңбердің теңдеуі болып тұр. Мынау шеңбердің теңдеуі. Тура мына түрге келіп тұр, дұрыс па? Енді қараңыздар, x минус 1-дің квадраты дейді. Формулада x минус x1-дің квадраты. x1 ол центрдің не? X мәні емес па? Мына жаққа жазып қоямыз, центрі бізде. Мына жақта неге тең? x1 бізде 1-ге тең. Сонда 1 и y квадраттың ішінде бізде ешқандай сан жоқ қой. Егер ешқандай сан болмаса, ол не деген сөз? Y-дің мәні неге тең? 0-ге тең деген сөз. Демек, осы шеңбердің центрінің координатасы 1-ден 0 болып тұр. Ал радиусы нешеге тең? Қараңыздар, 1 менде r квадратқа тең. Енді 1 түбірден не болып шығады? 1 болып шығады. Демек, радиус неге тең болып тұр? Менде 1-ге тең болып тұр. Осы координаталар арқылы мен тұрамын да қазір координаталар осында шеңберді салып көрейін. Так, не дейді? Мынау x-тің мәні, мынау y-тің мәні, дұрыс па? Так, мына жер 0. Мына жақта белгілеп аламыз, мына жер бізде 1 болсын, например. Мына жақта x1 и y0. Осы нүкте, мына бір нүкте. Бізде осы шеңбердің центрі болып тұр. Радиусы 1-ге тең дейді да. Сонда мына жер былай 1 болады, былайынан 1, мына жағынан уже 2 болып тұр. Сонда былай. Мына жер бізде минус 1, мына жақ 1. И осы нүктелерді былайынан қосып шықсам,
менде не пайда болды? Шеңбер пайда болды. Мына мұқият қарасаңыздар, мына шеңбердің радиусы былайынан есептесе де, былай есептесе де, барлығы неге тең? 1-ге тең радиустар, дұрыс па? И центр 1-ден 0. А нүктесі 4-те 4 дейді. X, Y. А нүктесі бізде қайда жатыр? 1, 2, 3, мына 4 белгілей салайық. Y-дің мәні 4. Примерно біздің А нүктеміз мына жақта жатыр осында. Мына жақта 4 деген мәні бар. И осы қиылысып береді да, мына жерге келеді мынау. А-ның координатасы 4-те 4. N нүктесінің координаталары мына теңдеуді қанаттандырады дейді. То есть мына біз шеңбер салып алдық қой. N нүктесі осы шеңбердің бір бойында жатыр да. Маған тапсын дейді, А-ның ең кіші мәнін табу үшін сіздер бүйтесіздер ғой. Мына А нүктесі мен шеңбердің центрі бар ғой. Осы екеуін сіздерге былайынан қосып аласыздар түзу сызықпен былай. Былайынан қосып аласыздар. Мынау менде қазір не болып тұр? Шеңбердің центрі мен А нүктесінің арасындағы қашықтық болып тұр. Ал енді А-ның ең кіші мәні деген не? А-ның ең кіші мәні қай жақта жатыр деген сұрақ туындаса, мына түзу бізде шеңберді мына бір нүктеде қиып өтті ғой. Демек мен N нүктем осы жерде орналасу керек деген сөз. Себебі ең кіші мән А-ның мүмкін болатын. Ол міне осы центр арқылы анықталады. Яғни бізде түзу шеңберді мына жерде мына нүктеде қиып өтті ғой. Демек мына қашықтық бізде А-ның ең кіші мәні болады. То есть маған осыны табу керек болып тұр ғой. Түсінесің, осы қашықтықты. Енді оны қалай табады? Бізде мына центрдің координатасы бар ғой бізде. Мына нүктенің координатасы бізде қандай дедік? Қазір ғана 1-де 0 дедік, дұрыс па? Сонда мына жаққа жазып қойып, мына нүктенің координатасы бізде 1-де 0. Енді қалай? Маған мына қызылмен боядым ғой. Осы түзудің ұзындығын маған қалай тапса болады? Өздеріңіз ойлаңыздаршы, егер мен қазір қызылмен боялған түзудің ұзындығын тапсам, одан кейін мына с мен n-ның арасы бар ғой, мына бір жер ше, міне, мына бір жер. Осының ұзындығын азайтпасам, менде как раз не шығады? А мен n нүктесінің арасында қашықтық шықпай ма? А с мен n-ның арасында қашықтығы бізде 1-ге тең. Не үшін? Себебі жаңағыны айттық қой, шеңбердің радиусы 1-ге тең деп. Осы центрден n-ге дейінгі қашықтық, значит 1-ге тең деген сөз емес пе? Дұрыс па? Так, бізде мына қашықтық белгілі. Значит, маған а мен с нүктесінің арасында мына қызылмен боялған түзудің қашықтығын табу керек болып тұр ғой. Енді оны қалай табады? Бізде мынандай формула бар, жалпы былай жазып қоямын. А мен с нүктесінің арасындағы ұзындықты табу керек қой. Ұзындықты табу үшін мына а мен с нүктесін жазасыздар да, екі шетіне былай модуль сызып қоясыздар. Енді екі нүктенің арасында қашықтықты қалай табады? Ол үшін түбір салып аласыздар. И формуласы бойынша x2 минус x1-дің квадраты қосылған y2 минус y1-дің квадраты деген формуланы қолданасыздар. То есть мына формула сіздерге не береді? Бұл екі нүктенің арасындағы қашықтықты береді. Ұмытпаңыздар, есте сақтап алыңыздар. Қашықтықты береді екі нүкте арасындағы. Түсінікті? Мынаны біз x2 деп алайық, мынаны y2 деп алайық. Ал мына нүктені біз x1 и y1 деп алсақ. Сонда асы түзуінің ұзындығы бізде неге тең болады формулаға салсақ? Түбір салып аламыз. x2 минус x1 дейді. Значит не? 4 минус 1 деп жазамыз. Себебі x1 бізде 1-ге тең, x2 4-ге тең. Екеуін азайтып квадраттаймыз. Потом қосу дейміз. y2 4-ге тең, азайтамын y1. y1 бізде 0-ге тең. Сонда 4-тен 1 тасы 3, 3-тің квадраты маған 9 береді. 4-тен 0 тасы 4, 4-тің квадраты 16, 9 16 болса 25 болады, ол түбірден 5 болып шығып отыр. Демек, мына асы түзуінің ұзындығы маған нені беріп отыр? 5-ті беріп отыр. Енді жасылмен жаңа бояп қойдым ғой x деп. Осы ұзындық табу үшін мен не істеймін? 5-тен мына 1-ді азайтып тастамайын ба? Сол кезде менде не пайда болады? AN-ның ұзындығы пайда болады. То есть тұрамыз, не жазамыз? AN-ның ең кіші мүмкін болатын мәні, AN модулінің ішіне алып, себебі ұзындық дегенді білдіреді. То есть AN-ның ұзындығы неге тең болады? 5-тен азайтамын жаңағы радиусты 1-ді. Нәтижесінде не шығады? 4 шығып отыр. То есть AN-ның ең кіші мәні бізде 4-ге тең. То есть бұл есептесі нені білдіңіздер? Бірінші, шеңбердің теңдеуі мына түрде беріледі. Екінші, екі нүктенің арасындағы түзудің ұзындығын табу үшін сіздер мына формула қолданасыздар. Жаттап алыңыздар. В общем, осылайша есеп шығару барысында теориямен танысып өтетін боламыз. Келесі есеп y-тен 1,2 x плюс 6 функция графигінің абсциссалар осымен қиылысу нүктесінің координаталарын тапсын дейді. Егер де абсциссалар осымен қиылысу нүктесі десе, жалпы абсцисса оси деген қай ось бізде? X оси емес пе, дұрыс па? Неге жазып қойдық? Мынау x оси деген сөз, абсцисса деген. Жалпы кез келген функция абсцисса осымен қай кезде қиылысады? Егер де y-тің мәні 0-ге тең болса. Осын жаттап алыңыздаршы просто. Абсцисса осымен қиылысады, егер де y бізде 0-ге тең болса. Мысалы бізде мынандай функция берген. Y тең 1/x плюс 6 дейді. Біз айтып отырмық қой, y 0-ге тең болған кезде менде график не істейді? Абсциссалар осымен қиылысады. То есть мен аяқта тұрған y-тің орнына апарып не істеймін? Мына 0-ді қоя саламын. Сонда 0 тең 1/2x плюс 6 деген теңдеуді шығара саламын. 6 бері қарай өтеді, минус 6 болады. И минус 6-ны 1/2-ге бөліп жіберсе, менде нәтижесінде минус 5 шығады. Демек, координаталар осыны салсақ, былайынан, мынау бізде y, мынау бізде x. Сонда x бізде минус 5-ге тең, минус 5 бізде қайда жатыр? Былайынан сызсақ, міне 1, 2, 3, 4, 5. Минус 5 қайда жатыр? y 0. Міне, осы нүктеде менің графигім не істеп отыр? Былай қиып өтіп отыр. Түсінікті ғой? Мынау бізде міне, мына x осі бізде абсциссалар оси деп аталады. Енді осы нүктенің маған несі керек? Координатасы керек. Енді қарайсыздар, мына жердегі нүкте x-ің мәні неге тең? Минус 5-ге тең. y-тің мәні неге тең бұл жерде? 0-ге тең. И сонда жауабын жазған кезде бірінші x-ің мәні жазылады, потом сәйкесінше y-тің мәні жазылады. Демек, мына нүктенің координатасы бізде минус 5-те 0 болып тұр. Жауабы А варианты. Болды, еш қиындық жоқ. Ал егер де мысалы ординаталар осымен қиылысу нүктесі десе, ординаталар деген ол не бізде? Ордината деген ол y осі. Дұрыс па? Бұл бізде y осі. Егер ординаталар осымен қиылысу нүктесін тап десе, уже керісінше x тең 0 деп аласыздар. Түсінікті ғой? И сөйтіп y-тің мәнін табасыздар. Болды. Осы бір моментті жаттап алыңыздар. Бұл теория сіздерге керек болады. Келесі есеп. Так, екі функция берілген, осы функциялардың графиктерінің қиылысу нүктелерінің ординатасын тапсын дейді. Ординатасы деп бұлар нені айтып отыр? Жаңағыны айттым. Ордината деген ол бізде y осі. Яғни маған y-тің мәнін тапсын деп отыр. Сіздерде жалпы екі функция бар. Осы екі функцияның қиылысу нүктесін жалпы қалай табады деген сұрақ туындайды ғой. Егер де есепте қиылысу нүктесін тапсын десе, екі функция беріп қойып, онда сіздер міндетті түрде осы екі функцияны өзара теңестіресіздер. Мысалы бірінші функция бізде неге тең? 2 минус log 3
x плюс 1-ге тең ғой. Ал екінші функция неге тең? Log 3 2x минус 1-ге тең. Егер де қиылысу нүктесін тапсын десе, сіздер осы екі функцияны өзара былай теңестіріп жазып қоясыздар. Болды, сөйтіп осылай теңдеу шығарасыз. Мына бізде кәдімгі біз сіздермен уже алдап өткен логарифмдік теңдеу. Бұл теңдеу нені қалай шығарады? Мысалы, мына жақта logты мен бері қарай өткізіп алсам болады, сонда 2 тең log 3 негізіндегі 2x минус 1, мына log бері қарай плюс болып өтеді, сонда log 3 x плюс 1 деп жазамыз. Екі логтың негіздері бізде бірдей, арасында плюсы бар, демек екі логты мен не істесем болады? Қасиеті бойынша бір-біріне көбейтсем болады. Сонда log 3 деймін да, 2x минус 1 көбейтілген x плюс 1 деп жазылсын болады. Осы жерде мына логтың негізінде тұрған 3-ті мен 2-ге қарай лақтырсам болады. Сол кезде 3 астымен барады да 2-ні көтеріп жібереді, и 2 3-тің несіне айналады? Дәрежесіне айналады. Осы жерде log жойылады түгелімен. Құр не қалады? 2x минус 1 мен x плюс 1 қалады. 3-тің квадраты 9. Енді мына жақшаны ашып алайық. 2x-ті x-ға көбейтсем де 2x квадрат болады. 2x-ті 1-ге көбейтсе 2x, минус 1-ді x-ға көбейтсе минус x, минус 1-мен 1-ді көбейтсе минус 1 болады. И нәтижесінде тең 9 жазып қоямыз. 9-ды бері қарай өткізіп алсақ 2x квадрат, 2x-тан x азайтса x шығады. И 9 бері қарай өтсе минус болып келеді, минус 1 мен минус 9 маған минус 10-ды береді нәтижесінде. Осы жерден тұрамызда дискриминантта боламыз. Так, 1-дің квадраты азайту 4 көбейту 2 көбейту минус 10 дейміз. Минус пен минус бізге плюс береді. 4 2 10-ды көбейтсе 80, 80-ге 1-ді қосса 81 шығады. Ол бізде 9-ның квадраты. Осы жерден енді x-тардың мәндерін тауып аламыз. Сонда мына жақта x-ның алдында бізде плюс тұр, демек ол бері қарай минус 1 болады. Плюс минус 9 бөлінген 2 көбейту x-тың алдында не тұр? 2 тұр. Сонда мынау бізге не береді? 2 2-ні көбейтсе 4 беріп отыр. Бірінші плюс орындасақ минус 1-ге 9 болса 8, 8 4-ге бөлсе 2 шығады. Минус 1 мен минус 9 минус 10-ды береді, минус 10-ды 4-ге бөлсе минус 2,5-ді беріп отыр. Енді сұрақ туындайды да, қай мәнді осы жерде алам деген? 2-ні ма жоқ минус 2,5-ді ма? Оны қалай тексерсе болады? Жалпы минус 2,5-ді мына жердегі x-тің орнына, мына жердегі x-тің орнына апарса, менде логтың ішіне қандай сандар шығып кетеді? Логтың ішіне менде теріс таңбалы сандар шығып кетеді. Ал сіздер өте жақсы білесіздер, логтың ішіне бізде теріс сан шықпау керек. Демек, мен мына мәнді алмаймын, нені аламын? X тең 2 деген мәнді аламын. X менде 2-ге тең екені белгілі болды, бірақ маған не табу керек? Ординатасын тапсын дейді, то есть y-тің мәнін тапсын дейді. Оны қалай табады? Мысалы, мына жақта бізде любой бір функцияны ала салам. Мысалы, y тең не дейді? Log 3 2x минус 1 дейді. Осы жерде мына x-ның орнына апарып не істеймін? Мына 2-ні қоя салмаймын ба? Сөздің нәтижесі не шығады? Менде y-тің мәні шығады. Сонда y тең log 3 негізіндегі 2 көбейту 2 минус 1 дейміз. 2 2-ге өтсе 4, 4-тен 1-ді алса 3. Сонда log 3 негізінде 3 маған не береді? 1-ді береді. Демек y-тің мәні бізде 1-ге тең. Ординатасы 1 болып тұр ғой, сонда жауабы В вариант. Есеп түсінікті болды деген ойдамын. Келесі есепке өтейік. Суретте көрсетілген түзудің формуласын анықтасын дейді. Сіздерге тағы да бір формуланы көрсетейін. Сіздерге өте керек формула негізі. Мына түзуді көріп тұрсыздар ғой. Осы түзу менде 2 нүкте арқылы өтіп отыр. Қандай? Мына бір нүкте и мына бір нүкте. Келісесіздер ғой? Енді осы 2 нүктенің маған несін анықтау керек? Координатасын анықтау керек. Координатасы қалай анықтайды? Жалпы мына бірінші нүктеге қарасақ, мына жақта x-ның мәні неге тең болып тұр? Минус 1-ге тең болып тұр. Сонда бұның координатасы бізде x-ның мәні бірінші жазылады, минус 1-де не болып тұр? Мынау бізде қараңыздар, мынау бізде не? X ось емес па? Абсцисса. Ал абсцисса осымен қай кезде қиылысады дедім? Y 0-ге тең болған кезде. То есть мынаның координатасы бізде минус 1-де 0 болады деген сөз. Келесі, мына астындағы нүктеге қарасақ, бұл нүкте былаймен мына түзудің бойында қиылысқан дұрыс па? Мынау бізде y уже. Y ол ордината осі. То есть y осымен қай кезде қиылысады? Егер x-тің мәні неге тең болса, 0-ге тең болса. Мына минус 3 деген ол y-тің мәні емес па? Демек мына нүктенің координатасы қандай болады? Бірінші x-тің мәні жазылады, x-тің мәні бізде 0-ге тең, y-тің мәні міне жазылып тұр. Y-тің мәні минус 3-ге тең болып. Енді осы жерден қалай осы екі нүкте арқылы маған жалпы мына түзудің формуласын анықтаса болады? Түзудің функциясын анықтаудың өзінің формуласы бар. Формуласын жазып x минус x1 бөлінген x2 минус x1 тең болады y минус y1 минус y2 минус y1. То есть осы формула арқылы сіздер түзудің функциясын анықтайсыздар. Енді x1, x2 жаңа алдыңғы есептермен көрсеттім қалай анықтайтынын. Мысалға, мына нүктені, мына басқа түспен белгілеп алайық қазір. Мына нүктені мен x1 десем, мына нүктесі оның y1 болады. Енді минус 1 бізде мына жерде x2 болса, оның және тұрған 0 ол y2 болады. Енді тұрамызды орнына қойып шығамыз. Сонда x минус, кстати, мына x пен y олар өзгермейді. Түсінікті ғой? Олар тұрақты шамалар. Тек өзгеретіндер астында 1, 2 бар сандар ғана өзгеріп отырады. Сонда x минус дейміз. x1 бізде неге тең? Міне мына жазылып тұр. x1 бізде 0-ге тең. Орнына апарып қоямын. Потом бөлінген x2 бізде мұқият қараймыз. x2 бізде минус 1-ге тең екен. Сонда минус 1 азайтылған x1 бізде 0-ге тең. Тең дейміз. Потом y азайтылған y1 минус 3-ге тең. Орнына қоямын минус 3 деп. И бөлінген y2 бізде 0-ге тең. y1 бізде қараймыз минус 3-ге тең екен. Сонда минус 3 деп жазып аламыз. x-тан 0-ді азайтса x минус 1 мен минус 0 минус 1-ді береді. Енді мына жақта минус пен минус плюс береді. Сонда y плюс 3 астында 0 мен минус 3 не береді? Плюс 3-ді береді. Сонда 3 шығады. Осы жерде біз не істейміз? Гантель әдіспен ұрып жіберсек болады. x пен 3-ті көбейтеміз, нәтижесінде 3x шығады. То есть былайна пропорциямен былай и былай. И 3x тең минус 1-ді көбейтеміз y плюс 3-ге. Осы жерде жақшаны ашып жіберсек, сонда 3x тең минус y минус 3 болады. Маған y тең деген функция керек қой. Демек мына минус y-ті бері қарай өткізсем, ол y болып барады. 3x-ті керісінше оң қарай өтсем, ол минус болып барады. Сонда минус 3x минус 3 деген менде не шығып отыр? Функция шығып отыр. Демек бұл түзудің теңдеуі y тең минус 3x минус 3 екен. Жауабы А варианты. То есть бұл есепте біз не түсіндік? Түзудің функциясын анықтау үшін сіздер мына формуланы қолданасыздар. Бұл жерде қошақ қойған x пен y олар өзгермейді. Олар тұрақты. Ал x1, x2, y1, y2 олар сіздердің таңдауларыңызға қарай не істеп отырады? Өзгеріп отырады. Ең бастысы қайталап айтамын. Сіздер мысалы мен мына есепте минус 1 мен 0-ді x2 мен y2-ді алдым ғой. Сіздер керісінше осы нүктені x1, y1-ді алсаңыздар болады. Ал 0 мен минус 3-ті мен секілді емес x2, y2-ді алсаңыздар. Одан мына түзудің функциясы өзгеріп кетпейді. Соны есте сақтаған дұрыс. Так, олай болса келесі есепке өтейік. Так, мынау алдыңғы есепке ұқсайды екен. Бізде мына жақта екі нүкте берген, міне мына бір нүкте, мына нүкте. Мына нүктенің координатасы қандай бізде? Бұл нүктенің x-і бізде міне 4-ге тең, y-ге неге тең?
сәйкесінше 1-ге тең. Тыртықтарды көріп тұрсыздар ма, сызықтарды? Демек бұл нүктенің координатасы бізде 4-те 1 болады деген сөз. Түсінікті ғой? Типа 4 былайынан 1 былайынан екеуі келді да, осы нүктеде қиылысты, осы нүктеде кездесті. Демек бұл нүктенің координатасы бізде 4-те 1 болады деген сөз. Мына астында тұрған мына бір нүкте бар, түзіп өтіп отқан. Бұл жерде y-ның мәні -1-ге тең. Ал x-ның мәні неге тең деп ойлайсыздар? Тура алдыңғы есеп секілді, бұл жерде x-ның мәні 0-ге тең да, y-ның мәні -1-ге тең. Енді осы жерде аламыз x1, x2, y1, y2-лерді анықтап аламыз. Мысалы мынаны мен тұрамын да қазір. x2, мынаны y2, мынаны x1 и y1 деп алып аламын. Формуласы қандай еске түсіріп жіберейік. x минус x1 бөлінген x2 минус x1 тең y минус y1 бөлінген y2 минус y1. Енді орнына апарып қоямыз. Сонда x азайту x1 бізде 0-ге тең. Потом x2 азайту x1, x2 4-ге тең, x1 бізде қараймыз 0-ге тең. Келесі y азайту y1 бізде -1-ге тең. И астында y2-ның мәні 1, y1-дің мәні -1, азайту -1 дейміз. Сонда x-тен 0 даса x, 4-тен 0 4, минус пен минус плюс береді, y плюс 1, 1-ге 1 қосса 2 шығады. Гантельмен жібереміз, x пен 2-ні көбейтсе 2x, 4-ті көбейтеміз y пен плюс 1-ге, сонда 4 көбейту y плюс 1 дейміз. Нәтижесінде 2x тең 4, y плюс 4 шығады. Маған y тең деген түрге келтіру керек қой. Мына 4-ті бері қарай өткіземіз, сонда 2x минус 4 тең 4y, потом 4 бізде бөліп барады, сонда y тең 2x минус 4 бөлінген 4 деп жазамыз. Енді осы бөлшекті 2 жеке бөлшек қарастырсам болады, сонда бірінші 2x бөлу 4 деп жазамын, потом минус 4 бөлу 4 деп жазамын. 2 мен 4 қысқаратында 2 қалады, 4 мен 4 қысқарады 1 қалады. Нәтижесінде x бөлінген 2 минус 1 шығып отыр. Енді x бөлінген 2-ні басқаша қалай жасап болады? 2-ден 1 көбейту x емес пе? То есть мына x-ні мен сен жанына сырып қойдым да, оның орнына не қалады? 1 қалады. Сонда 2-ден 1x минус 1 шығып отыр. Міне, менде 2-ден 1x минус 1-ге тең болып тұр екен. С вариантына сай келер екен. Келесі есеп. Так, тура алдыңғы есепке ұқсайды екен. Мына нүктені белгілеп аламыз. Себебі мына бір түзу осы нүктеден өтіп отыр, и мына нүкте. Мына үстіндегі нүктенің координатасын анықтау өте оңай. Себебі бұл x пен y осының қиылысу нүктесіне кездесіп отыр екен. Оның координатасы бізде қандай? 0-де 0 болды. Келесі мына нүктенің координатасы қараңыздар. x 2-ге тең, y минус 3-ге тең. Екеуі осы нүктеде кездесті. Демек координатасы 2-де минус 3 болады. Бірінші x мәнін жазылады. Мынаны біз x2, мынаны y2 дейміз, мынаны x1 и y1 деп алып аламыз. И формуласын саламыз. Так, x минус x1, x2 минус x1 тең y минус y1 бөлінген y2 минус y1. x1 бізде 0-ге тең, сонда x минус 0, x2 біз 2-ге тең, 2 минус 0. Тең y азайтылған y1-дің мәні 0, и y2 бізде минус 3, азайту y1-дің мәні 0. x бөлінген 2 тең y бөлу минус 3 шығады. Гантельмен ұрсақ, сонда минус 3x тең 2y болып тұр. 2 бізде бөлу барады, сонда y тең 3-те 2 бөліп жіберсе 1,5 шығады. Минус 1,5 x деген бізде түзудің функциясы шығып отыр. Бұл бізде а варианты. Келесі есеп. Мына жерде мынау y ойса, мынау x ойса. Мынау бізде түзу. Осы түзудің маған формуласын анықтасын дейді. Мына түзу алдыңғы түзулерге ұқсамайды, байқасаңыздар. Тікесінен қақайды. Не беріп қойған? Мына нүктенің координатасы қандай? Бізде -2 ғой. Бұл қай осыдан таңдалынды? Бұл x осыдан таңдалынды. Демек бұл жерде x неге тең болып тұр? -2-ге тең болып тұрған жоқ па? То есть x тең -2 деген нүктені алды да бұлар. Сол нүктені бойымен былай неседі? Тікесінен түзу жүргізді. То есть бұл тікесінен жүргізген түзудің формуласы просто не болады? Сол нүктенің өзі болады. x тең -2 болады. Жауабы в варианты. Егер мысалы мына жақта да былай насақшы. Мына жерде мысалға 5 деген нүктеде x тең 5. Осының бойынан былай түзу жүргізсе, бұл түзудің формуласы уже не болады? X тең 5 болады деген сөз. Түсінікті деген ойдамын. Келесі есеп. Так, алдыңғы есепке ұқсайды екен, бірақ бұл жолы бұл ненің бойымен өтіп жатыр? Y-ті қиып өтіп жатыр ғой. Y бұл жерде неге тең 3-ге тең. Сонда бұл түзудің формуласы y тең 3 болады. Бұл бізде так қараймыз Е вариант екен. Келесі есеп. f от x тең x квадрат минус 2x қосылған екі функциясының кризистік нүктесімен өсу аралығын тапсын дейді. Жалпы біз сіздермен әлі кризистік нүкте өсу аралығы деген тақырыппен танысқан жоқпыз. Алдыңғы уақытта ол тақырыпта видео түсіретін боламын. Бірақ әзірге былай. Сіздерде уже осы функцияның графигін әдемілеп тұрып сызып қойған. Мына жерде біз x-ның дәрежесі квадрат қой. Демек оның графигі не болады деген сөз? Графигі парабола болады деген сөз. Кризистік нүктесімен өсу аралығын тапсын дейді. Жалпы параболаның мынандай бір ұғымы бар да, төбесі деген. Біз ана парабола бүйтіп сызылды ғой. Осы параболаны біз тау ретінде қарастырсақшы, осы таудың төбесі бізде не болып тұр? Таудың төбесі мына жер болып тұрған жоқ па? Дұрыс па? И осы төбеге сәйкесінше x-ның мәні неге тең болып тұр? Мына жерде жазылып тұр. X бізде неге тең? 1-ге тең. X тең 1. То есть төбесі тұрған жерде x-ның мәні 1-ге тең болып тұр. Демек оның кризистік нүктесі неге тең? Кризистік нүктесі 1-ге тең деген сөз. Яққа жазып қоймыз. X тең 1 деген ол кризистік нүкте. Мына x тең 0 деген варианттарын бәрін алып тастаймыз. Сонда с d деген варианттар қалды. Өсу аралығын тапсайды. Енді өзіңіз ойлаңыздаршы. Сіздер параболада былайынан келді, төмен түсіп бара жатты, потом неседі жоғары көтеріп кетті. Логикалық тұрғыдан өсу аралығы қандай болады? Мысалы қай жерге дейін түсті? Міне былай қараймыз. Келді да мына бір нүктеге түсті ғой. И осы нүктеден бастап не істеді ол? Өсе бастады. Дұрыс па? Демек өсу аралығы қандай? Бұның өсу аралығы неден неге дейін? 1-ден плюс шексіздікке дейін өседі деген. Бұл бізде Е жауап. Келесі есеп. Y тең 4x минус x квадрат функциясының графигін анықтасын дейді. Мен сіздерге қазір мына бір тәсілді көрсетейін. Бірінші функцияны жазып алайық. Y тең 4x минус x квадрат дейді. Жалпы өздеріңіз білесіздер, иә? Дәрежесі үлкен мүше бірінші жазылады. Сонда мен яққа былай жазамын да. X квадрат дәрежесі үлкен ғой. Ол бірінші жазылады. Алдында несі бар? Минус бар. Сонда минус x квадрат и потом не жазылады? 4x жазылады. 4x-ның алдында таңба плюс болып тұр. Маған желательно x квадраттың алдында минус болмаған дұрыс. То есть мен не істеймін? Минусты жақшаның сыртына шығарамын. Сол кезде x квадраттың таңбасы плюсқа ауысады, ал плюс 4x керісінше неге ауысып кетеді? Минус 4x ауысады. Осыны есте сақтаңыздар. То есть минусты жақшаның сыртына шығарған кезде барлық мүшелердің таңбасы не істейді? Өзгеріп кетеді. Енді осы x квадрат минус 4x-ті қалай маған оңай жақшаға жіктеуге болады? Оны былай істейміз. Мына минус сыртта тұра берсін әзірге. Былайынан жазып қойық. X квадрат түбірден не болып шығады? X болып шығады. И 4-тің жартысы неше бізде? 2. Арасында минус бар. То есть осылай анықтап аламын да, ойланбастан сыртына квадрат тұрамын. Мына жақшаны мен квадрат қысқаша көйту формуласымен ашатын болсам менде не шығады қазір? X квадрат минус 4x минус 2-ның квадраты плюс 4.
Бірақ менде не шығу керек еді? Менде x квадрат пен минус 4x шығу керек еді. А менде олардан бөлек тағы не шығып кетті? Плюс 4 шығып кетті. Маған осы плюс 4-тен құтылу үшін бұдан нені азайтамын? 4-ті азайтпаймын ба? Сонда мынаны және не жазамын? Минус 4 жазамын. Егер осыны және минус 4 жазсам, мына екеуі қысқарады, менде қайтып не шығады? Бастапқы x квадрат минус 4x шығып отыр. То есть ұзын сөздің қысқасы былай істесеңіздер болады. X квадрат минус 4x, x квадрат түбірден x болып шығады. 4-дің жартысы 2 деп жазасыздар. Потом арасында минус бар, x минус 2 квадрат дейсіздер. Потом минус 2-ні квадраттаса 4 шығады ғой. Сол 4-тен құтылу үшін не істейсіздер? Минус 4 деп жаза саласыздар. Болды, еш қиындығы жоқ. Мынаны өшіре салайын. Так, енді жақшаның сыртында бізде минус тұрады, сол минусты қайтып кіргізсем ішіне. Сонда мына минус екеуіне де барады. Сонда минус x минус 2-ні квадраты, мына минус пен минус 4 не береді? Плюс 4-ті береді. Демек, менің функциям не істеді? Мына бір түрге келді. Бұл түр бізде жалпы графикті салуға өте ыңғайлы форма болып тұр ғой. Түсініп отырсыздар ма? Қалай осы функцияға қарап мен графикті оңай анықтай аламын? Ең бірінші, мына жақшаның ішінде x-ің жанында не тұр бізде? Минус 2 тұр ғой. Егер де жақшаның ішінде минус тұрса, демек менің графигім оңға қарай жылжиды деген сөз. Сонда логикалық тұрғыдан егер жақшаның ішінде плюс болса, керісінше қай жаққа жылжимын деген сөз, солға жылжимын деген сөз. Көбісі былай ойлайды да, егер жақшаның ішінде минус болса, так минус ол значит сол жақты ойлайды да, солға қарай жылжытып қояды. Бірақ графикте бәрі керісінше жүреді. То есть егер де жақшаның ішінде сіздерде x минус 2 десе, сіздер минус десе қайға жүресіздер? Керісінше оңға жүресіздер. Міне мына жазып қойдым. Оңға жүресіздер. Бізде мына жақта плюс 4 тұр. Мына плюс 4 ол жақшаның ішінде тұрған жоқ, ол вообще сыртында жүр, бөлек жүр, дұрыс па? Значит, бұл сан неге жауап береді? Бұл графиктің үстіге және астыға қимылдауына жауап береді. Егер де плюс 4 десе, сіздің графигіңізді қайға жылжытады? Ол үстіге жылжытады деген сөз. Дұрыс қой? Плюс деген ол бізді қайға апарады? Үстіге апарады. Ал егер минус 4 десе, бізді астыға апарады. Сонда мына стрелка жоғары көрсетеді, ол бізді қайға апарады? Ол бізді үстіге апарады. Енді мына x минус 2 квадраттың алдында тағы не бар мына жерде? Минус таңбасы бар ғой. Егер де алдында минус болса, демек біздің параболамыздың настроениесі жоқ деген сөз. В общем, логикасы мынандай да. Мысалы, самый базовый парабола бізде y тең x квадрат емес па? Мына x квадраттың алдында таңбасы бізде плюс болып тұр. Демек, оның настроениесі жақсы күліп тұрады. Мынау смайлик. Егер де x квадраттың алдында минус тұрса, бұның настроениесі жаман ғой. Уже қалай тұрады? Міне былай мұңайып тұрады. Түсінікті ғой? Настроениесі жоқ. Мен қазір тұрамын да, осы информация бойынша мен графикті анықтап аламын. Ең бірінші неден бастаймыз? Координаталар оси бар емес па? Соны салып аламын былай. Мынау бізде y болады, мынау x болады. Мынау біздің бастапқы нүктеміз болады. Біз всегда бір жаққа жылжитын болсақ, графикті салатын кезде осы нүктеден бастайсыздар. Яғни не дейді? Минус 2 дейді. Демек, оңға қарай неше бірлік жүрем? 2 бірлік жүрем. То есть осы нүктеден былай қарай секірем, оңға қарай 1, 2. Мына жер бізде 2-ге тең. И осы нүктеден бастап дәл қайға барамын мен? Үстіге 4 дейді. Міне 1, 2, 3, 4. Мына жер. Сонда мына 4 пен 2, мына 2-ні осының бойымен былай көтерсем, мені мына жерге алып келеді екен. И настроениесі жоқ, минус тұр ғой жақшаның алдында. Демек, менің графигім қалай қарайды? Менің графигім былай төмен қарап тұру керек. И осы графикке ұқсас графикті іздей бастаймын. X-ның мәні 2-ге тең, Y-ның мәні 4-ге тең. А вариант келмейді. В вариантында x-ның мәні минус 2-ге тең, менікі 2-ге тең келмейді. С вариант келмейді. Міне D вариант қараңыздаршы, x-ның мәні 2-ге тең дейді. Y-ның мәні 4-ге тең. Еще настроениесі жоқ, дұрыс па? Бұл бізде міне осы функцияға келіп тұр. Жауабы D болады деген сөз. Так, сонымен жігіттер, қыздар, тағы да бір рет қайталап өтейін. Жалпы y тең x квадрат ол базовый параболаның функциясы. Мысалы, координаталар оси ғой бізде. Y тең x квадрат десе, ол бізде міне мына бір жерден өтеді. Смайлик, дұрыс па? Егер де мен осы параболаны, скажем, оңға қарай жылжытқым келсе 3 бірлікке. Мысалға, 1, 2, 3 болсын мына жер. Мен осы параболаны қайға көшіргім келеді? Оңға қарай 3 бірлікке көшіргім келеді былайынан. Осы нүктеге қарай. Сәл қисық болып қалды, енді түсініп тұрсыздар ғой. Так, егер оңға қарай жылжытқым келсе, бастапқыда мен y тең x квадрат еді ғой. Мына параболаны оңға қарай жылжытсам, менде бұл функция қалай өзгереді? Y тең x оңға қарай жылжытып отырмын, демек минус болады. X минус 3-тің квадраты болады. Түсінікті ғой? Оңға қарай жылжытсам, менде минус 3 болады. А солға қарай жылжытсам, уже x плюс 3 болады деген сөз. То есть жақшаның іші менде оң мен солға жауап береді да. А вот жақшаның сырты, мына плюс минус 3, ол неге жауап береді? Үсті мен астыға жауап береді. И x квадраттың алдында, или жақшаның алдында бізде минус тұрса, онда оның настроениесі жоқ, төмен қарап тұрады. Ал егер плюс тұрса, демек настроениесі жақсы, жоғары қарап тұрады деген сөз. Болды, еш қиындығы жоқ. Келесі есеп 2 минус x квадрат функцияның графигін анықтасын дейді. Былай. Y тең 2 минус x квадрат жазып аламыз. Мына x квадрат дәрежесі үлкен ғой. Оны бірінші жазамыз. Минус бар екен алдында, минус x квадрат, 2-ның алдында плюс бар. Минус x квадрат плюс 2 дейді. Так, бұл жерден біз не білеміз қазір? Былай, координаталар оси салып алайық. Y, x. Бірінші, x квадрат. X квадрат ол мынау. Біздің базовый параболамыз. Настроениесі мына жақта жақсы, дұрыс па? Оның алдында не тұр мына жерде? Минус тұр. То есть уже настроениесі қандай оның? Настроениесі нашар. Осы нүктеден былай төмен қарайды деген сөз уже. Түсінікті ғой? Мына нүктеде тұрмыз әзірге плюс 2 дейді. Көбісі осы жерде шатаса, так, плюс 2 десе, жаңа айтып еді ғой, x-ның жанында 4, значит, солға жылжиды плюс болса деп. Жоқ, ондай емес. Плюс 2 бізде квадраттың астында жатқан жоқ па, x-ның жанында, дұрыс па? Ол вообще бөлек жатыр. X квадрат бөлек, плюс 2 бөлек жатыр. То есть бұл плюс 2 неге жауап береді? Бұл үстіге қарай жауап береді. Себебі плюс тұр ғой. Осы графикті, мына астына қарап тұрған график не істейді? 2 бірлікке жоғары көтереді. 1, 2. Мына жер бізде 2 болады. Сонда мына нүкте менде мына қарай ауысады да, менің параболам қалай қарайды? Осы нүктеден былай төмен қарайды деген сөз. И мына жақта қараймыз. Так, А вариант келмейді, В келмейді. Так, С вариантына қарасақ, міне, как раз мына графикке келіп тұр, онда жауап бізде С варианты болады. Келесі есеп, график бойынша параболаның теңдеуін анықтасын дейді. Так, былай жазайық. Y тең дейміз. Жалпы параболаның настроениесі қандай? Жоғары қарап тұр ғой. Жақсы, иә. Демек x квадраттың алдында плюс болады деген сөз. Так, x-ның мәні 2-ге тең. То есть бастапқыда мен параболам мына нүктеде былай жатқан ғой. Келісесіздер ме былайынан? Сөйтіп оны оңға қарай 2 бірлікке жылжытты. Оңға қарай жылжытса бізде не болады? Плюс бола ма, минус бола ма? Минус болады, дұрыс па? Демек 2 бірлікке жылжытса x минус 2 деймін да, сыртына квадрат тұрамын. Қазір мен параболаны оңға қарай 2 бірлікке жылжытып отырмын. Потом y-ның мәні жақта 1-ге тең. То есть үстіге қарай нешеге көтеріп жіберді? 1-ге көтеріп жіберді ғой. Сонда және деп жазамын, үстіге көтерсе плюс 1 деп жазамын. Бұл үстіге көтереді. Сонда менде мынандай бір формула шығып отыр. Так, варианттарға қараймыз. Бұл бізде
А варианты екен, қалған варианттар бізге келмейді. Келесі есеп, y тең түп асты x функция графигін түрлендіргеннен кейінгі формасын тапсын дейді. Жалпы түп асты x деген функция қалай сызылады бізде? Оның базовый түрі, самый базовый түрі y тең түп асты x-ің мынандай. Былайынан сызылады. Түсінікті ғой, Мына түзудің графигі бізде түп асты x болады. Жаттап осыны. Жалпы оны басқаша қалай оңай жасау? Түбірді біз былай сызамыз, былайынан келіп сызамыз, былай. И оның графигі тоже сөйтіп келеді, былайынан келеді, былай келіп қалады. Бізде бастапқы нүкте мына жақта жатты ғой. Оны не істеді? Солға қарай екі бірлікке жылжытты. Менде қазір y тең түп асты x болған басында, потом оны солға қарай екі бірлікке жылжытты. Егер солға қарай жылжыса, менің бұл функциям қалай өзгереді? Y тең дейміз, түбірдің ішінде x плюс 2 бола ма, жоқ минус 2 бола ма? Егер солға қарай жылжыса, менде керісінше не болады? Плюс болады деген сөз. Яғни x плюс 2 дейміз. То есть параболға ұқсайды да бұл да. Егер де түбірдің ішінде жүрсе, мысалға параболада жақшаның ішінде жүрді ғой бізде, дұрыс па? Егер жақшаның ішінде плюс 2 болса, мен оны қайда жылжытамын? Солға жылжытамын екі бірлікке. Ал жақшаның ішінде минус 2 болса, оңға жылжытамын. Дәл осылай түбірдің ішінде. Түбірдің ішінде менде x плюс 2 десе, мен оны солға қарай екі бірлікке жылжытамын. Ал егер түбірдің ішінде минус 2 десе, онда уже қайда жылжытамын? Оңға қарай екі бірлікке жылжытамын. Менде мына жақта функцияны солға қарай екі бірлікке жылжытқан ғой. Демек x плюс 2 деймін. Мына төбесі мына нүкте, оны біздің мына нүктеміз. Мына минус 2-ге қарай апарды да, потом үстіге қарай неше бірлікке көтеріп жүрдім? 3 бірлікке. То есть оны түбірдің сыртына не деп жазамын? 3 бірлікке көтерсе жоғары плюс 3 деп жазып қоямын. Сонда жауабы түп асты x плюс 2 и плюс 3 болады. Міне, в варианты. Келесі есеп. Так, мынау тура алдыңғы есепке ұқсайды, бірақ бұл жолы қараңыздаршы, не өзгеріп кетті. Жаңа бастапқыда менің графигім қалай қарады? Міне. Бастапқыда менің графигім оңға қарай қарады ғой. Енді мына жақта солға қарай қарап тұр. Не өзгеріс пайда болды деген сұрақ туындайды. Бірінші байсек, ең бастапқыда менде түп асты x болады, дұрыс па? Всегда. Оны оңға қарай екі бірлікке жылжытқан. Оңға қарай екі бірлікке жылжытса, енді түбірдің ішінде не болады? Плюс болма, минус болма? Оңға қарай жылжытса минус болады. Сонда x минус 2 дейміз. Үстіге қарай неше бірлік жылжытты? Міне. 3 бірлікке жылжытты үстіге қарай. Сонда плюс 3 дейміз. Енді бір момент бар да, менің мына графигім қайға қарап тұр? Бұл жолы солға қарап тұр. Кішкене теорияға тоқталып өтейік мына жақта. Біз жаңа айттық қой. Мынау бізде түп асты x-тің графигі. Егер де мен түбірдің алдына минус жалғасам, онда мен графигім төмен қарайды. Бұл қандай жағдайда? Егер түбірдің алдында минус болса. Егер де мен түбірдің алдына емес, x-тің алдына минус жалғасам, ол менде былай қарай бастайды. Бұл түп асты минус x болады. Түсінікті ғой? То есть түбірдің ішінде x-ің алдына мен минус жалғасам, менің мына оңға қарап тұрған графигім не істейді? Солға қарайды. Мына түбірдің алдына минус жалғасам тағы да, онда ол уже былай қарай бастайды. Бұл да минус түп асты минус x болады. Түсінікті ғой? Осы нәрсені жаттап алыңыздар. Минусты қалай жалғайсыздар? Соған қарай бұл өзінің бағытын өзгертіп отырады. Енді менде солға қарай қарап тұр ғой, демек x-қа бұлар не жалғаған? Міне, минус жалғап тұр ғой. То есть мен тұрамын да, менде бастапқыда x минус 2 еді ғой. Осыны жақша қаламын да, алдына не жалғаймын, мына жақта минус жалғап қоямын былай. Сонда y тең, мынаны жақшаны ашсам, минус x, минус не береді? Плюс 2 береді. И плюс 3 дейміз. Минус x пен 2-ның по идее орындарын ауыстырса болады. Сонда 2 алдына өтеді. Сонда 2, x-ның алдында минус бар ғой, сонда минус x болады. И плюс 3 дейміз. Мынау біздің жауап болады. Варианттарға қараймыз, міне, ол бізде D вариант екен. Надеюсь, қыздар жігіттер логика түсінікті. Мына нәрсені сызып әдемілеп жазып алыңыздар. Осыған қарай ориентир жасайсыздар. Келесі есеп, мына түзулердің ішінен параллель түзулерді көрсетсін дейді. Так, тағы да теорияға кішкене тоқталып өтейік. Жалпы параллель түзулер, олар қандай болады? Мысалы, мына түзу мен мына түзу екеуі параллель. Неге? Себебі екеуі никогда бір-бірімен қиылыспайды. Бүйтіп идеально бірінің жанында жүреді сонда. Түсінікті ғой? Енді қалай екі түзудің параллель екенін анықтауға болады? Егер де, яғни жазайық, параллель түзулерді анықтаудың шарты, олардың бұрыштық коэффициенттері, яғни k1 мен k2 бір-бірімен тең болады. Бұрыштық коэффициент деген не енді? Мен сіздерге сызықтық функцияны көрсеткен едім формуласын kx плюс v деп. То есть k деген бұл жерде не? Бұл бізде бұрыштық коэффициент. Бұрыштық коэффициент всегда ненің алдында болады, міне? X-тің алдында тұратын сан ғой сонда бұрыштық коэффициент деген. То есть былайда қай функциялардың бұрыштық коэффициенттері бірдей, значит сол функциялар өзара параллель деген сөз. Мысалға бірінші функцияға қараймыз, мына жақта бұрыштық коэффициент 5-ке тең. Тағы 5-ке тең деген бар ма мына жерде? Жоқ. Бұны қарастырмаймыз. Келесі, екінші функцияда бұрыштық коэффициент минус 4-ке тең. Іздеймін, тағы минус 4 бар ма? Міне, бар екен. Демек, мына 3 пен 2 өзара не? Параллель деген сөз. Ол бізде міне С варианты. Түсінікті ғой? 2 және 3 параллель, себебі x-ның алдында тұрған коэффициенттері өзара тең болып тұр. Енді параллельден бөлек бізде тағы да перпендикуляр деген нәрсе бар еді. Перпендикуляр. Перпендикуляр деген сөздің мағынасы қандай? Мысалы, мына бір түзу былай жүрсе, бір түзу келеді да, сонымен авария жасайды мына жақта. Сөйтіп екеуі 90 градус жасайды. Мына екі түзу, А түзу мен В түзу екеуі перпендикуляр деп аталады, себебі екеуі 90 градус жасайды. Енді оның шарты қандай? Егер де осы екі түзудің бұрыштық коэффициенттерінің көбейтіндісі минус 1-ге тең болса, онда бұл түзулер перпендикуляр деп аталады. Мысалға, яға жазайық, y тең 3x плюс 7 деген любой бір түзу жаза салдым. И y тең, скажем, минус 3-1, x минус 15 десін. Мысалға, мына екі түзу өзара перпендикуляр. Неге? Мына жерде x-ның алдында тұрған бұрыштық коэффициент неге тең? 3-ге тең. Мұны k1 дейміз. Мына жерде x-ның алдында тұрған бұрыштық коэффициент минус 3-1-ге тең. Бұл k2. Осы екеуінің көбейтіндісі, яғни k1 мен k2-ның көбейтіндісі, яғни 3 көбейту минус 3-тен 1 маған нәтижесіне минус 1-ді бере ме, бермей ме? Яғни 3 мен шығыс қарады, нәтижесіне минус 1 шығады. Егер де екеуі көбейтсе минус 1-ді берсе, демек мына екі түзу не? Өзара перпендикуляр деген сөз. Перпендикулярды былайынан белгілейді. Надеюсь, логикасы түсінікті. Мына теорияны сіздер міндетті түрде жазып алу керексіздер. Жазып алғаннан бөлек түсініп алу керек. Олай болса келесі есепке өтейік. f от x тең 3-тің x дәрежесі плюс 1 функциясының графигі координаталар жазықтығының қай ширектерінде орналасқанын анықта дейді. Так, тағы да теорияға тоқталып өтеміз. y тең ax деген нәрсе бар да. Осыған бір мысал алсақ, например, y тең біздің мысал не дейді? 3-тің x дәрежесі дейді, міне 3-тің x дәрежесі. Мынау бізде қандай функция болып саналады? Бұл бізде көрсеткіштік функция болып саналады. Енді бұның графигін қалай салады? Анау мектеп үйретіп жүреді былайынан. X, y-ті аласыздар да. Кесте сызып аласыздар. Сөйтіп мән беріп жүрдіңіздер ғой, естеріңізде болса. Мысалы мен тұрамын да x-ның орнына, скажем, 0 деп берсем.
мына x-тің орнына апарып 0-ді қойсам, сонда 3-тің 0 дәрежесі не береді? 1-ді береді. Сонда y бізде 1-ге тең болады. Түсінікті ғой? Келесі, осы x-тің орнына апарып 1-ді қойсам, 3-тің 1 дәрежесі не береді? 3-ті береді. Сонда x-тің орнына 1 қойған кезде менде y-тің мәні 3-ге тең болады. Мына x-тің орнына 2-ні қойсам, сонда 3-тің 2 дәрежесі 9 береді. Мына жазып қояйық. Одан бөлек, енді теріс санды беріп көрейік. Теріс сан берсек, так, скажем, -2-ні бердім дейік. -2-ні берсем x-тің орнына, менде не шығады? Мына жазып қояйық. 3-тің -2 дәрежесі минус төңкереді, 3-тің астына 1 бар. Сонда 3-тен 1, 3-тен 1-дің квадраты 9-дан 1-ді береді. Мына жазып қояйын, 9-дан 1-ді. Осы нүктелерден координаталар осылай белгілеп шығамын. Мысалға, x тең 0 болған кезде y неге тең? 1-ге тең. Міне x тең 0 болған кезде y мына жақта белгілеп аламын, 1-ге тең. Осы нүктеден өтеді, сонда менің графигім. Келесі x 1 болған кезде y үшке тең. Міне x1 мына жер, y үшке тең. Мынау 1, 2, 3 мына бір жер. Екеуінің қиылысқан жері мына нүкте болып тұр осында. Келесі x2 болған кезде міне x2 мына жерде тұр. И y9, y9, в общем, мына жақта жүр ғой біздің y9-ымыз. Мына жақта сыймайды енді. Сосын екеуінің былай қиылысқан жері былай сызбасақ мына нүктеге келеді. Сонда осы нүктені бүйтіп қосып жүргізіп шықсам, дальше x -2 дейді. -2 1, міне -2 мына жерде. Y-тің мәні 9-дан 1 дейді. 9-дан 1 деген ол почти 0 ғой, 0-ге жақын сан. Мына жерде билей салайық. Сонда бұл былай келеді да, былай өте береді сонда. Бірақ мына x ойысы бар ғой, оны қиып өтпейді. Түсінікті? Соған максимально жақындайды да, менде сонда мынандай не пайда болады, міне. Былайынан жоғары көтерілетін график пайда болады. Енді осы біздің сызған 3-тің x дәрежесі. Бірақ бізде не дейді? 3-тің x дәрежесі +1 дейді. Мына +1 неге жауап береді деп ойлайсыздар? Жоғары төменге жауап береді. Түсінікті ма? Менде +1 десе, жоғары нешеге көтеріп жіберемін? 1-ге көтеріп жіберемін. Сонда менің қазір ғана сызған графигім қалай өзгереді? Бастапқыда мына бір нүктеден өтіп отыр, 1 деген. 1-ге көтеріп жіберсем, уже неден өтеді? 2-ден өтеді. Сонда менде мынандай бір график пайда болады, былайынан келетін график пайда болады. Енді бұл график бізде қызылмен сызған график қай ширекте жатыр? Өздеріңіз білесіздер, тригонометриялық бірлік шеңбер бар ғой, соны сызған кезде біз мына жақты бірінші ширек, мынаны екінші ширек, мынаны 3, мынаны 4 дегенбіз. Енді біздің график қай ширекте өтіп жатыр? 1 мен 2 деп өтіп жатқан жоқ па, дұрыс па? Сонда жауабы А варианты болады. Егер де, мысалы мына жерде басик, егер де f от x тең, мысалы 3-тің x +1 дәрежесі +1 десе, онда мына x-ің жанында бізде +1 жүр ғой. Мына +1 неге жауап береді? X-ің жанында жүрген ол оң және солға жауап береді. Егер плюс болса, значит қайқа деген сөз? Солға деген сөз. А мына +1 қайқа жауап береді? Үстіге жауап береді. Надеюсь, түсінікті. 5-тің -x дәрежесі -2 дейді. Түбірдегідей былайынан сызбаңыздар. Тоже теория бөлімі. Так, мысалы элементарно. Жаңа былайынан біз график сыздық қой, былай. Ну, біздің жағдайда, скажем, 5-тің x дәрежесін қарастыра берейік. Тура жаңағы бастапқы есеп бар ма? 3-тің x дәрежесі. 5-тің x дәрежесі тура солай сызылады, сәл бүйтіп қисайып тұрады, но графигі примерно осындай. Егер де x-тің алдында мына жақта дәрежесіне минус болса, егер де мен мына жақта x-тің алдына минус қойсам, менің мына графигім бар ғой, былайынан көтеріліп жатқан. Сол тұрады да былайынан аударылады, былайынан келеді да былай. И былай өтеді. X ойысымен қиылыспайды бірақ. Мына графиктің функциясы бізде уже 5-тің жай ғана x емес, -x дәрежесі болады. Түсінікті ғой? 5-тің x дәрежесі былай қараса, 5-тің -x дәрежесі соған керісінше былайынан қарап отыратын болады. 5-тің -x дәрежесі примерно график осындай болады деді. Примерно сызып аласыздар и все, сонымен ұра бересіздер дальше. Потом -2 дейді. Осы графикті маған неше бірлікте төмендетсін дейді? -2 десе, астыға 2 бірлік түсірсін дейді. То есть мен аналымда 1, 2 бірлікке түсіремін мына жерге. Сонда менің графигім мына түрге өзгереді, былайынан басқа түспен. Менің графигім примерно міне былайынан келеді да, былай өтетін болады. Түсінікті ғой? Қандай ширектен өтіп жатыр? Мысалы, мына жақта бізде қай ширек еді? Бірінші ширек еді. Еще ол мына жақта екінші ширекті, то есть үшінші ширекті қиып өтіп отыр ғой. Мына жақта үшінші ширекті қиып өтті. И мына жаққа келді да төртінші ширекке өтіп кетті. Сонда 1, 3 и 4-ші ширектен өтіп жатыр. Ол бізде қай бір жауап екенін қараймыз. Е варианты екен міне. 1, 3, 4-ші ширек. Мына бір бөлігі графиктің не деді? Үшінші ширектен өтіп жатыр. Түсінікті ғой? Поэтому үшінші ширек тоже кіріп кетті ішіне. Келесі есеп y-тен 1 бөлінген x + 3 + 2 дейді. Бұл бізде уже гиперболаның функциясы. Так, теорияға тоқталып өтейік. y-тен 1 бөлі x. Мынау бізде самый базовый не гиперболаның функциясы. Жалпы гипербола бізде қалай сызылады? Бұл функцияның графигі бізде мынандай болады түрі. Былай и былай болады. Гиперболаның графигін сататын кезде сіздер прицелмен жұмыс істеп үйрену керексіздер. Енді прицел деген не? Мына y осі мен x осі бар ғой, екеуінің қиылысқан жері мына жер емес пе? Сонда сіздерде мынандай не пайда болды? Мынау сіздерде прицел болып саналады. Мынау прицел. Кәдімгі ойын ойнамайсыздар ма атысқан кезде? Сол кезде мынау бізде не? Көздейтін жер ғой, түсінікті ма? Егер осы жермен атсаңыздар, в общем, типа жертва өледі ғой. Сол секілді ғой, дұрыс па? Сонда мынау бізде прицел болады. И сіздер графикте емес, сіздер прицелді жылжытып отырасыздар сонда. Түсінікті ғой? Қазір былай көреміз. Так, бірінші, мына жақта не дейді? X-ің жанында +3 дейді. Егер x-ің жанында жүрсе, x + 3 деп, демек ол неге жауап береді? Оң мен солға жауап береді. Егер плюс десе, демек қайқа деген сөз? Солға деген сөз. Былай сызып қоямыз. Солға неше бірлік? 3 бірлік. То есть былай сызып аламыз. Так, әдемілеп не жазайық қазір. Бізде бастапқыда прицел осы жерде тұрды, дұрыс па? Осы прицелді мен солға қарай 3 бірлік жылжытамын. Сонда 1, 2, 3 деймін. Мына жер -3 болды. Мен қазір мына прицелді мына жаққа қарай жылжыттым. Түсінікті ғой? Мына нүктеге қарай. Келесі мына жақта не дейді? +2 дейді. +2 десем қайқа жылжытамын? Үстіге қарай жылжытамын. Сонда мен тұрамын да мына жақтан 1, 2 деймін, былай қарай. Сонда мына жерден, то есть мына прицелді мен енді қайқа жылжытамын? Үстіге қарай 2-ге жылжытамын. Мына жерге келді. И осы нүктенің бойымен мен былай сызып аламын. Былай, осы нүктенің бойымен өтеді. И былай. Көрдіңіздер ма? Менде жаңа прицел пайда болды. Бастапқыда мен прицел мына көкпен тұрады, дұрыс па? Бүйтіп дәлдеп тұрдық та. Потом оны қызылмен сызып қойдым ғой, прицел қайқа ауысып кетті? Шетке қарай ауысып кетті. Сонда мен гиперболам уже тұрғандай болды. Мына менде жаңа прицел ғой. И менің графигім осы жаңа прицелдің бойымен сызылатын болды, былай. И былай сызылады. То есть екі график сызылады да 1 мен 3-те. Бұл бізде қай вариант? Так, іздейміз. Прицел бізде қаяқта жатыр? Так, x, y ойысы қаяқта бізде? Міне. С вариант келіп тұр ғой. Мынау біздің жаңағы қызылмен сызған жаңа прицеліміз, и графигі міне былай қарап тұр. Міне, как раз идеально соған сай келіп тұр. Тура парабола секілді былай да мысалға y-тен 1 бөлі x дейді. Мына жақтағы алдына таңбасы плюс қой. Демек ол настроение жақсы. Настроение жақсы болса, менде график қай ширекте жатады? 1 мен
үшінші шекте жатады. Түсінікті ғой? Настроение жақсы болса, 1 мен 3-ші шекте жатады. Ал егер де алдында таңбасы минус болса, демек өздеріңіз логика тұрғысынан ойлаңыздар. 1 мен 3-те настроение жақсы болған кезде жатады, таңбасы минус болса, қай шекте жатады? 2 мен 4-те жататын болады. 2 мен 4 шекте жататын болады. Оны қазір жасыл түспен жасалайын былай. Егер былай сызылса, уже настроениесі жоқ деген сөз. Түсінікті ғой? Келесі есеп. Егер мына параболаның функциясы абсциссалар осінің x тең 1, ал ордината осының y тең 3 нүктелеріне қиятын болса, p мен q коэффициенттерін тапсын дейді. Так, координаталар осыны сызбайық түсінікті болу үшін. Негізі сызу міндетті емес, просто сіздерге түсіндіру мақсатында сызып отырмын. Абсциссалар осының x тең 1 нүктеде қият дейді. x тең 1 деген мысалы мына жер 0 бізде, x тең 1 аяқ болсын. Мына жер x тең 1. То есть осы нүктеде біздің график қиып өтеді дейді. И ордината осы дейді. y тең 3. Келесі y тең 3 деген нүкте бар. 1, 2, 3. 3 деген мына жерде. То есть осы нүктені қиып өтіп отыр. То есть мына парабола бар ғой, ол примерно келді да мына жерден бүйтіп қиып өтіп отыр ғой, сонда түсінікті ма? Менің параболам осы екі нүктені қиып өтіп. Енді қалай осы екі нүкте арқылы маған p мен q-дің мәнін анықтаса болады? Бірінші осы екі нүктенің маған координатасын анықтап алу керек. Мына былай жазамыз. Мына жерде x мәні 1-ге тең ғой. Сонда былай жазамыз. x мәні 1-ге тең, y мәні бұл жерде неге тең? Абсцисса осымен қиылысып отыр, мына абсцисса осы. Демек y мәні 0-ге тең болады. Келесі мына нүктенің координатасы. Бұл жерде y мәні 3-ге тең, демек x мәні 0-ге тең. 0 мен 3 болады деген сөз. Енді осы екі түбірді аламын да кезектесіп мыналардың орнына апарып қоямын. Так, менен не дейді енді? y тең x квадрат қосылған px қосу q деп тұр. Ең бірінші нүкте, мына бізде x, мынау y. То есть x-ның орнына 0-ді қоямын да y-ның орнына 3-ті апарып қоямын. Мынаның орнына 3-ті апарамын, сонда 3 тең. Мына x-тардың орнына апарып нені қоямын? Мына жақта не тұр бізде? 0 тұр. То есть каждый нүктені жеке-жеке x пен y-ның орнына апарып тексеріп шығамын. Мына жақта 0-ді қойсам 0-дің квадраты, мына жақта p көбейту 0 плюс q шығады. 0-дің квадраты 0, p-ді 0-ге көбейтсем 0, ақырында не шығады? 3 тең q шықты. Болды, q-дің мәнін таптым, q-дің мәні 3-ге тең. Так, с вариантына қараймыз, келмейді, e келмейді, так, d келеді екен, a келмейді. Менікі v мен d қалып отыр. Енді маған p-ның мәнін табу керек. Так, дәл осындай логикамен бүйтеміз қазір. y тең x квадрат қосу px қосу q, дұрыс па? Келесі түбір қандай міне? Яқта x-ның мәні 1-ге тең, y-ның мәні 0-ге тең. Мына y-ның орнына апарып 0-ді қоямын. x-тардың орнына апарып нені қоямын? 1-ді қоямын. Сонда 1-дің квадраты қосу p көбейту 1 дейміз. Қосу q бізде нешеге тең болып шықты? 3-ге тең болып шықты ғой. q-дің орнына апарып 3-ті қоямын. Сонда 0 тең 1 қосылған p қосу 3 деймін. 3-ге 1-ді қосса 4, сонда 4 қосылған p. 4-ті бері қарай өткізсек, сонда p тең -4 шығады. p-дің мәні бізде -4-ге тең. Жауабы в варианты болады. Болды, еш қиындығы жоқ. Келесі есеп. y тең параболаның тағы да функциясы берілген. Абсциссалар осының x1 тең -2, x2 тең 5 нүктелеріне қиятын болса, p мен q коэффициенттерін тапсын дейді. Бұл жерде сәл шарты басқаша екен. Былай салып алайық. y x дейді. x1 -2-ге тең дейді. Так, мына жақ -1, мына жер -2. То есть мына нүктеде қиып өтеді екен. Потом x2 5 дейді. Так, былайынан 1, 2, 3, 4, 5. Мына нүктеде қиып өтіп отыр. Маған p мен q коэффициенттерін тапсын дейді. Жалпы осы екі нүкте арқылы қалай маған параболаның функциясын анықтаса болады? Мен былай істейін яққа. Менде x неге тең? Біріншісі -2-ге тең ғой. Екіншісінде x 5-ге тең. Мен былай істеймін да, -2 мен 5-ті солға қарай өткіземін. Сонда -2 бері қарай өтсе плюсқа ауысады. 5 бері қарай өтсе минус болып ауысады. x -5 болады. Сонда тұрғанда осы екі жақшаны біріне көбейтіп жіберемін. Нәтижесі не шығады? x квадрат жақшаны ашамыз ғой. Минус 5x, 2-ні x-ға көбейтсе плюс 2x, 2 мен 5-ге көбейтсе минус 10 болады. Осы жерде минус 5x мен плюс 2x маған не береді? Минус 3x береді. Сонда x квадрат минус 3x минус 10 шығып отыр. Міне. Енді сәйкесінше менде не дейді? Менде x квадрат қосу px қосу q деп тұр ғой. x-ның алдында менде минус 3 тұр, яқта x-ның алдында p тұр. Демек p неге тең? p бізде минус 3-ге тең деген сөз. Келесі мына жақта бос сан, бос мүше минус 10-ға тең, и бос мүше q-ға тең. Сонда q бізде минус 10-ға тең деген сөз. Болды. Так, таңдаймыз, ол бізде с варианты. Еш қиындығы жоқ. Осы таба салыстыр. Келесі есеп. Егер де v нүктесі осы параболаның төбесі болса, p мен q коэффициенттерін тапсын дейді. Мынандай бір мысал беріп көрейікші. y тең x минус 3-тің квадраты плюс 6 дегендей. Бұның графикін салатын болсақ, мына x минус 3 бізде неге жауап береді? 10 мен солға жауап береді. Минус болса 10-ға жылжытады 3 бірлікке. Плюс 6 десе үстіге 6 бірлік. Сонда 10-ға қарай 3 бірлік жылжимыз. 1, 2, 3. Мына жер 3 болды. Үстіге қарай 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына 6. Мына екеуін қиылысқан жерін аяқ болып тұр міне. Дұрыс па? И настроениесі қандай жақсы мына жерде. Соны осы жерден аламыз да байынан сыза саламыз парабола. Менің мынау жылжытқан нүктелерім бар ғой. Сол мені мына нүктеге алып келді. Ал бұл нүкте параболаның несі? Төбесі болып тұр. Түсінікті ғой? Мына төбенің координатасы қандай болып тұр сонда? x-ның мәні 3-ге тең, y-ның мәні сәйкесінше 6-ға тең. Маған былай істесе болады. Мына жердегі 2 x-ге жауап береді, -4 y-ге жауап береді. Мына екеуі бізде төбенің координатасы. Мына жаққа жазайық v 2-ден -4 дейді. Мына бізде оң сан ғой, 2 деген. Мына жақта 3 тоже оң сан. Демек бұлар тұрғанда менің параболам қайға жылжытқан? Оңға қарай 2 бірлік жылжытқанда, ал -4 неге жауап береді? Ол астыға қарай 4 бірлікке түсіріп жіберген деген сөз. Астыға қарай. То есть осы информация арқылы мен қазір параболамды құрастыратын болсам, яқа x оңға қарай 2 бірлік жылжытса, плюс болма, минус болма. Минус болады оңға қарай десе. Сонда x минус 2-нің квадраты деймін, дұрыс па? Оңға қарай жылжытып отырмын. И астыға қарай 4 бірлік. Міне. То есть мына оң 2 мынаған жауап берді. Астыға 4 деді ғой, демек -4 болды. Енді осыны қазір ашатын болсам қысқаша көбейтумен. Сонда x квадрат минус 4x минус 2 квадраты 4 болады. И минус 4. Мына 4 пен 4 қысқарады. Нәтижесінде менде y тең x квадрат минус 4x шығып отыр. Ал менде қандай формада берген? Мына жақта y тең x квадрат плюс px плюс q деп берген. Менде x-ның алдында мына жақта не тұр? -4 тұр. Мына жақта x-ның алдында p тұр. Демек p бізде неге тең? P бізде -4-ге тең болып тұр. Мына жақта q-дің мәні жоқ қой. Значит плюс 0 деген сөз. Мына q неге тең бізде? Q-дің мәні 0-ге тең деген сөз. Жауапқа қараймыз, ол бізде e варианты. Вот осылай анықтай саласыздар жалпы. Логикасы осындай. Келесі есеп. Так, y тең -3-тен 2x қосылған 3 түзудің координаттар осьтерімен қиып алынған кесіндісінде бүтін координаттары бар нүктелер санын тапсын дейді. Былай істейік.
координатталар осыны салып қояйық. Координаттар осыны мынау y, мынау x. Бірінші, осы y пен x осыны қай нүктеде қиып өтеді, соны анықтайық. X осыны қай нүктеде қиып өтеді, оны анықтау үшін біз не істейміз? Жаңа айтқанмен x деген абсцисса осі ғой, дұрыс па? Бұл бізде абсцисса осі. Абсцисса осыны қиып өтетін нүктені табу үшін мен y тең 0 деп аламын. То есть мына жерде тұрған y-дің орнына апарып 0 ді қоямын. Сонда 0 тең минус 3/2x плюс 3 дейміз. Мына минус 3/2x бері қарай өткіземін. Сонда 3/2x тең 3 болады. 3 мына қарай көбейтіп барады. Сонда 2x тең 9, потом x тең 9 екеусе 4,5 болады. Сонда нүктесі қандай? Координатасы 4,5-да 0 деген нүктеде қиып өтіп отыр. 4,5 деген салып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5 қой. Мына жер 5. Соның дәл ортасы мына 4,5 болады. Осы нүктеде қиып өтіп отыр. Келесі, y осымен қиылысқан нүктесін табу үшін бұл жолы не істейміз? X тең 0 деп аламын. X тең 0 болған кезде, мына жерде тұрған x-ның орнына апарып 0 ді қоямын. Сонда y тең минус 3/2 көбейту 0 плюс 3 дейміз. Нәтижесінде 3 шығады. Сонда y тең 3 шығып отыр. Мына екеуін біріктіретін болса, координатасы 0-де 3 болып тұр. Осыны табайық. Так, x тең 0, яқта 1, яқта 2, мына 3. То есть осы нүктені істеп отыр, қиып өтіп отыр. Осы екі нүктені байынан қоссам, менде не шығады? Осы функцияның графигі шығып отыр. Енді бұл тапсырмада бізден жалпы не сұрап отыр? Мына кесіндіні былай салып алдық қой біздер. Мынау бізде не? Кесінді. Міне мынау кесінді. Осы қиып алынған кесіндісінде бүтін координаттары бар нүктелер санын тапсын дейді. Жалпы менде мына x мәні неге тең? 4,5-ға тең ғой. А мына жерде x мәні 0-ге тең, дұрыс па? Осы 0 мен 4,5-ның арасында бүтін сандар қандай бізде? 1, 2, 3 и 4. То есть мен былай істеймін. 0 тоже кіреді ол аралыққа. То есть мен қазір x-ның орнына 0-ді қоям, 1-ді қоям, 2, 3, 4-ді қоям да. И осы сандарды x-ның орнына қойған кезде мына жерге, егер y-дің мәні тоже бүтін санды беріп отырса, демек ол бізде жауапқа кіреді деген сөз. Оны енді қалай тексереді? Былайсек, y тең 0-ді қойған кезде, мына жақта x-ның орнына 0-ді қойған кезде, менде y-дің мәні не болып шықты? 3 болып шықты. 3 деген ол бізде бүтін сан ба? Бүтін сан. 0 тоже бүтін сан. Сонда менде бірінші жауап қандай болып тұр? 0-де 3 болып тұр. Бір жауап дайын. Енді 1-ді қойып көрсек, y тең минус 3/2, мына x-ның орнына апарып 1-ді қоямыз. Көбейту 1, қосу 3. Минус 3/2 бірге көбейтсе минус 3/2, оған 3 қосса явно бүтін сан шықпайды, дұрыс па? Бүтін сан деген кәдімгі дөңгелек сандар ғой. Әдемі сандар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген секілді, түсінікті ғой. Так, келесі енді 2-ні, так 1 болмады бізде, 2-ні қойып көреміз. Минус 3/2 көбейту 2 плюс 3. Минус 3/2-ні 2 көбейтсе минус 3-те 4 болады, 13-ге қосса тоже шықпай қалайын деп тұр. Бұл да бізге бүтін санды бермейді. 2 тоже алынбайды. Келесі y тең минус 3/2 көбейту не дейміз? 3 дейміз. И плюс 3. 3 пен 3 қысқарады, нәтижесінде минус 2 плюс 3 маған нені береді? 1-ді береді. 1 деген бізде қандай? Бүтін сан ғой. Демек, x-ның орнына 3-ті қойған кезде менде y 1-ге тең болып отыр. Мынау бізде екеуі де бүтін сандар. Бұл қабылданады. Енді 4-ті қойып көреміз. y тең минус 3/2 көбейту 4 қосылған 3. 4 пен 2-ні көбейтсе 8. Мына жақта есептейміз, тоже бүтін санға келмей қалады. Сонда менде неше түбір болып шықты? 0 мен 4,5-ның арасында менде 2-ақ түбір шықты. 0 мен 3. Осы екеуі маған бүтін нүктелер координатасын береді екен. Жауабы А варианты болады. 4,5 кірмейді, себебі 4,5 оның өзі бүтін сан емес бізде. Түсінесіздер ме? Так, келесі мына жерде екі функция берілген, осы екі функцияның ортақ нүктелерін тапсын дейді. Жалпы сіздермен уже осыған ұқсас есеп шығардық. Ол жерде бірақ басқаша айтқан. Қиылысу нүктесі деген. Қыздар жігіттер, қиылысу нүктесіне, ортақ нүктесіне екеуі де бір нәрсе. То есть не істейсіздер, екі функцияны өзара теңестіресіздер. То есть x4 минус x квадрат плюс 4 дейсіздер, мына жағына 7x квадрат плюс 13 дейсіздер. Потом екеуін теңестіресіздер. Мынаның барлығын солға қарай өткізіп аламыз. Сонда x4 минус x квадрат плюс 4 минус 7x квадрат минус 13 тең 0 дейсіздер. Минус x квадрат пен минус 7x квадрат екеуі маған минус 8x квадрат береді. Яқа жазамыз минус 8x квадрат деп. 4-те 13-ті азайтсам менде минус 9 шығады. Тең 0 дейсіз. X квадратты мен бір әріппен алмастырсам а деп. Демек x4 неге айналушы еді? А квадратқа айналады. Минус 8a минус 9 тең 0. И дальше осыны немен шығарамыз? Кәдімгі квадратты теңдеу дискриминантпен шығаратын боламыз. Дискриминант тең минус 8-дің квадраты азайту 4 көбейту 1 көбейту минус 9 дейміз. 8-дің квадраты 64. Мына минус пен минус плюс береді. 4-ке 9 өтсе 36. 64-ке 36 қосса нәтижесінде 100 шығады. Ал 100 деген ол 10-ның квадраты. Енді а-ның мәндерін табатын болсақ, минус 8 бері қарай плюс болып өтеді, плюс минус 10 дейміз. Бөлінген 2. 8-ге 10 болса 18, 2-ге бөлсе 9 шығады. 8-ге 10-ды азайтса минус 2, 2-ге бөлсе минус 1 шығып отыр. Енді осы екі мән, ол бізде а-ның мәндері ғой. Осы а-ның мәндерін мына жерге апарып қоямыз енді. Сонда x квадрат тең 9, x квадрат тең минус 1. Квадрат теріс санға тең болмайды, бұяқта шешім шықпайды деген сөз. X тең болады, квадрат болсын 2 жауап болады. Қандай? Плюс минус 9-ті 1-ден 3 болып шығады. Сонда менде қазір x тең 3-ке болып тұр, x тең минус 3-ке болып тұр. Мынаған сүйенсек. Енді ортақ нүктелерін тапсын деген ғой. Так, x-ның мәндерін таптым. Енді маған сәйкесінше ненің мәндерін табу керек? Y-дің мәндерін табу керек. Y-дің мәнін табу үшін маған либо мына функцияны алған ыңғайлы, либо мына функцияны. Мен тұрамда мына функцияны ала салайын, иә? Пойди без разницы. Сонда жазамыз y тең 7x квадрат плюс 13 деп тұр ғой. Мына x-ның орнына апарып мына 3-ті қоямын. Сонда y тең 7 көбейту x-ның квадраты 3-тің квадраты қосу 13. 3-тің квадраты 9, 9 7-ге көбейтсе 63. 63-ке 13-ті қосса 76 шығады. Демек x-ның орнына 3 қойған кезде y-дің мәні нешеге тең болып тұр? 76-ға тең болып тұр. Бірінші жауабы сонда координатасы 3-те 76. 3-те 76 деген вариант бар ма? Мына жақта келмейді. Келмейді. Міне 3-те 76 мына жақта бар екен. Мына жақта да бар. Келесі x-ның орнына минус 3-ті қойсақ, сонда y тең
7 көбейту минус 3-тің квадраты плюс 13 болады. Минус 3-тің квадраты бұны 10 санға айналдырады, 9 қылады. 7 көбейту 9 плюс 13. Нәтижесі менде 76 шығады. Сонда екінші координатасы минус 3-те 76. Сонда ол бізде қай вариант болып тұр? Міне С варианты болып тұр екен. Болды. Осылай таба саласыздар. Сонда екі ортақ нүктесі бар, 3-те 76 мен минус 3-те 76. Келесі есеп. Так, мына берілген функцияның графигі координата осьтері мен қиылысу нүктелерінің ара қашықтығын тапсын дейді. Енді былай да логикасы. Не сұрап отыр бұлар? Бізде екі координата ось бар, y пен x. Мына түзу осы координаталар осьін бір екі нүктеде қиып өтеді екен. Бірінші сол нүктелерді анықтап алайық. Мына y абсцисса осьін қай нүктеде қиып өтеді? Оны табу үшін мен y тең 0 деп аламын. То есть мына жерде тұрған y орнына 0 қоямын. Сонда 0 тең 0,2x плюс 1. 1-ді бері қарай өткізсем минус 1 тең 0,2x. Минус 1-ді 0,2-ге бөлсем, менде нәтижесінде минус 5 шығады. X минус 5-ге тең, y 0-ге тең екен. Координатасын жазып, минус 5-те 0 деп. Осы нүктені анықтайық енді. Мына жер бізде 0, мына минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Мына жер сонда мына нүктенің координатасы бізде минус 5-те 0 болып тұр. Келесі, то есть абсцисса осьін осы нүктеде қиып өтіп отыр. Енді y осьін қай нүктеде қияды? Ол үшін x тең 0 дейміз. X-ның орнына мына жерде 0-ді қойсақ, сонда y тең 0,2 көбейту 0 плюс 1 дейміз. Мынау бізге 0-ді береді, сонда y тең 1 болып отыр. Міне. Осы екі нүктені біріктірсек, сонда жауап не болады? 0-де 1 болып отыр. Осы нүктені табайық енді. 0-де 1 деген мына бір жерде. То есть менің түзуім осы екі нүкте арқылы былайынан өтеді. Түсінікті ғой? Так. Енді тапсырма не дейді? Координата осьтері мен қиылысу нүктелерінің ара қашықтығы. То есть маған не тапсын дейді? Мына екі нүктеде қиып өтті ғой. Осы екі нүктенің арасында сызылған мына түзудің ұзындығын тапсын дейді. Мен жаңа ғана сіздерге бір формула көрсеткен етінмін. Қалай екі нүкте арасында қашықтықты табуға болады? Екі нүктенің арасында жатқан мына кесіндінің ұзындығын табу үшін сіздер мына формуланы қолданыстар деген. Мысалға, мына нүктені А дейік, мынаны В деп алсақ, сонда АВ-ның ұзындығын табу үшін сіздер түбір астына не істеуші едіңдер? Формуласы x2 минус x1 квадрат қосылған y2 минус y1 квадрат деген формуланы қолданыстар деген. Сонда мынау бізде x2, мынау y2 болсын, мынау бізде x1, мынау y1 болсын. Сонда мен тұрамда қазір не істеймін? x2-ден x1-ді азайтамын. x2 бізде 0-ге тең, сонда 0 азайтылған, x1 бізде минус 5-ге тең, сонда минус 5 дейміз, сыртына квадрат қоямыз. Плюс y2 бізде 1-ге тең, y1 бізде 0-ге тең, минус 0 квадрат дейміз. Яғни минус пен минус плюс береді, сонда құр 0-ге 5 болса 5 шығады. 5-дің квадраты 25. 1-ден 0 аса 1, 1-дің квадраты 1. 25-ке 1 қосса 26 шығады. Сонда түбір асты 26 екен. Осы нүктенің ара қашықтығы түбір асты 26-ға тең. Вариантқа қараймыз, ол бізде Е варианты. То есть қайталап айтамын, қыздар, жігіттер, егер де екі нүктенің арасындағы түзудің қашықтығын тап десе, ұзындығын тап десе, сіздер мына формуланы қолданасыздар. Ұмытпаңыздар. Келесі есеп. Y тең синус x функциясының графигін түрлендіргеннен кейінгі функцияның формуласын тапсын дейді. Так, бірінші былай y тең синус x. Жалпы синус x-тің графигі қандай болады? Мына бізде y, мына бізде x. Синус деген кезде ең бірінші әріп s емес пе? Сонда оның графигі қандай болады? Синустікі былайынан салып аламыз, s-ті былай төңкертіп жазамыз сонда. Былай. И дальше кете береді былайынан. Енді сәл қисық болып қалды енді. Былай міне. Осылай шексіз кете береді. Синус графигінің өзінің потолок мәні болады. Ол потолок мәнінен мынаны тау ретінде қарастырсаңыздар, мыналарды, мыналарды. Бұл таулар қай мәніне асып түспейді? Мына жер бізде 1-ге тең. Осы мәнінен никогда асып түспейді. Мынаны өшіре салайын әзірге. Так, и оның полы болады. То есть полы деген ол ең кіші мәні. Ең кіші мәні бізде неге тең? Минус 1-ге тең. То есть синустың графигі всегда неменен арасында жатады? Минус 1 мен 1-дің арасында жатады. Самый базовый тұр. Енді былайда мына графикті қараңыздаршы. Бұл жерде потологы 3 болып тұр. Полы минус 3 болып тұр. Қалай ол 3 пен минус 3-ге ауысып кетті? Мынандай нәрсе бар да, егер де мен бізде бастапқы функция синус x еді ғой. Егер осы синустың алдына былай көбейтіп 3 деп жазсам, өздеріңіз ойлаңыздаршы, синустың өзінің потологы минус 1 мен 1 еді ғой, дұрыс па? Егер соны 3-ге көбейтіп жіберсем, потологтары неше болады? Минус 3 мен 3 болмай ма? Демек, менің жауабымда синустың алдына не болу керек? 3 болу керек. Сол кезде ғана менде потолок неге өзгереді? Менде қазір потолок минус 3 пен 3-тің арасы болып тұрады. Мына функцияның графигіне қарасақ, бұның периоды бізде неше болып тұр? Менде мынау осы графиктің бір төбесі болып тұр. Дәл осындай төбе мына жақта да жатыр. То есть осы нүктеден екінші нүктеге жетем дегенше неше уақыт өтеді? То есть ол не деген сөз? Маған периодты анықтау керек болып тұр. Периодты қалай анықтайды? То есть мен мына нүктеден бастап осы нүктеге қарай жылжи бастаймын. Сол кезде неше уақыт өтеді, соны есептеп аламын. Бастапқыда мына жерден бастаймын. Бұл жер бізде минус 2π ғой. Минус 2πдан 0-ге дейін барамын. Менде сонда қазір неше уақыт өтіп отыр? 0-ден 2πді азайтсам, менде 2π шығады. То есть мына нүктеден 0-ге дейін жүремін. Менде полный 2π деген уақыт кетіп отыр. Келесі 0-ден мына нүктеге дейін жүремін. Бұл бізде тоже не береді? 2πді береді. 2πдан 4πға дейін барам, бұл жерде тоже 2πді береді. И осы нүктеден мына нүктеге дейін келсем, тоже 2π болады. Сонда менде мына жақта 2πдан неше штук шықты? 4 штук шықты ғой. Сонда бұның периоды нешеге тең болып тұр? 8πға тең болып тұр. Жалпы сіздер білесіздер, что кәдімгі базовый синус x-ның периоды неге тең бізде? 2πға тең емес пе? Ал мына жерде период неше есе еселеніп кетті? 2πдан 8πға. 8πді 2πге бөліп жіберсең неше шығады? 4 шықпай ма? Сонда менің бастапқы периодым, бастапқы 2π деген периодым 4 еселеніп кетті. 4 еселеніп кетсе, ол не деген сөз? Менің жаңа функциям қазір 3 синус x болып тұр ғой. Осы x-қа мен 4-ті көбейтем ба, жоқ 4-ке бөлем ба? Естеріңізде болса, егер де x-ның алдына мен 4-ті көбейтсем, синустың өзінің базовый периоды 2π ғой. Көбейту болса мен керісінше 4-те не істеуші едім? Бөлуші едім ғой, дұрыс па? Сол кезде уже π бөлу 2 шығып қалады периоды. Ал бізде 8π шығу керек. Демек, мен 4-ке көбейтпеймін, наоборот не істеймін? X-ті 4-ке бөлем. Сол кезде барып қана мен не істеймін? Базовый период 2π ғой синустың. Бөлу 4 десе керісінше көбейтемін. Сол кезде 8π шығады. Сонда менің жауабым 3 синус x бөлінген 4 болу керек. Ол бізде міне D варианты. Вот осы анықтайды. То есть бұл жерде патология полына қарайсыздар, потом периодын анықтап аласыздар. Сам жақта период 8π болып тұр. Бастапқы период 2π етін синуста. 4 есе үлкен болып тұр ғой. Демек, синустың ішінде x бөлу 4 болады. Себебі бөлу болған кезде біз периодын табатын дейсіз, бөлу болса керісінше 4-ке көбейтеміз. 2π 4-ке көбейтсе 8π шығады. В общем, осылай анықтайды. Келесі есеп, y тең косинус x функциясын графигін түрлендіргеннен кейінгі функцияның формуласын тапсын дейді. Так, хорошо.
косинус x. Косинус бірінші әріп с бізде. Былай сызсақ, мынау y, мынау x өседі. С деген ол бізде былайынан қарап тұрады. И дальше осылайынан сыза бересіздер. Косинустың патологы бізде тоже бірге тең. И полы бізде мына жақта минус бірге тең. Косинустың базовый периоды тоже 2π болады. Мына жерде патологы мен полы неше болып тұр? 4 пен минус 4 болып тұр ғой. Демек, мені бастапқы косинус x деген функция бар, соның алдына не жалғаймын? 4 жалғаймын деген сөз. Мына сызбен алып тастаймыз. Енді осы графиктің мына периодын табу керек болады. Периоды нешеге тең? Оны қалай табады? Менде мына бір төбесі π бөлінген 5-ке сай болып тұр екен мына жерде. Осында екінші төбе қайта жатыр, мына жақта жатқан жоқ па? То есть ол не деген сөз? Мына осы төбеден мына төбеге дейін баруға неше уақыт кетеді, соны анықтау керек. Как басик? Менде жалпы мына жартысы бар ғой. Нешеге тең? Общий. π бөлу 5-ке тең, дұрыс па? Міне π бөлу 5-ке тең. Енді екінші жартысы дәл сондай, тоже неге тең болады? π бөлу 5-ке тең емес па? Дұрыс па? Сонда π бөлінген 5 пен π бөлінген 5-ті қосса, нәтижесінде 2π бөлу 5 шығып отыр. Мынау бізде осы функцияның периоды болып тұр. Но мен не білемін? Жалпы косинустың базовый периоды бізде 2π ғой. Ал мына жақта 2π нешеге бөліп тастады? 5-ке бөліп тастады. Енді менде дәл осы периодты 5-ке бөлу үшін мен косинус ішіне жатқан x-ті 5-ке бөлем ба, керісінше көбейтем ба? Егер периодта бөлу 5 десе, мен керісінше x-ті 5-ке несем, көбейтіп жіберем. Сонда нәтижесінде косинус 5x болады. Жауабы А варианты болып тұр ғой. Себебі өзінен ойлаңыздаршы, косинустың базовый периоды 2π ғой. Яғни 5 көбейтіліп тұр x-ға, демек 2πді 5-ке бөлем. Как раз периоды мынаған сай келіп тұр. Еще алды 4 бар. Патологы минус 4 пен 4 болады деген сөз. То есть аралығы. Келесі есеп. Так, косинус x дейді тағы да. Бірінші не істейміз? Патологымен полына қараймыз. 4-тен 1 мен минус 4-тен 1. Демек алдына қандай коэффициент болу керек? 4-тен 1 деген коэффициент болу керек. 4 минус 4 4 алып тастаймыз, сонда d мен e қалып отыр. Так, бұның периодын табамыз енді. Мына 0 мен мына нүктемен. Мынаның арасы неше бізде? Так, қараймыз. 3π дей ма? 3π болып тұр екен. Тура осындай төбе, мына жақпен жүретіміз тоже 3π емес па сонда? Дұрыс па? Екеуі біріне симметриялы ғой. Сонда 3-ке 3-ті қосса, нәтижесінде период неше болып тұр? 6π болып тұр. Жалпы косинустың базовый периоды бізде 2π. То есть ол неше есе еселеніп кетті? 3 есе. Сонда мен мына жерде косинус x бөлу 3 деп жазамын ба? Жоқ, косинус 3x деп жазамын ба? Егер менде периоды 3 еселеніп кетсе, демек мен не істеймін? Мына жерде x бөлу 3 деп жазамын. Себебі период бізде керісінше жүреді. Бөлу 3 десе, мен 2πді наоборот 3-ке несеймін, көбейтемін. Сол кезде 6π шығады. Сонда менде жауабымда 1 бөлу 4 деген болу керек. 1 бөлу 4 косинус x бөлу 3 деген. Міне е варианты келіп тұр сонда. Надеюсь, логикасы түсінікті, қыздар жігіттер. Незанан мұқият тағы да тыңдап бүйтіп қарасаңыздар түсінікті болады. Келесі есеп. Так, y-тен тангенс x функциясының графигін түрлендіргеннен кейінгі функцияның формасын тапсын дейді. Так, хорошо, былай салып алайық. Y-тен тангенс x. Жалпы тангенстің бізде графигі қандай болады салып алайық. Тангенс бізде екі мәнде анықталмаған. Қандай еді? -90 мен 90. Салып алайық. Мына жер бізде минус 90 градус. Былайынан саламыз. И мына жақ бізде 90 градус. И тангенс бізде өспелі функция болғаннан кейін ол по идее бізде былай жүреді. Мына координатаның бас нүктесі бар емес, мына жер осы арқылы бай өтеді. Мынау шекаралар бар емес па? Сол шекараға максимально жақындайды да, бірақ оны никогда қиып өтпейді. Естеріңізде болсын. Мынау бізде кәдімгі базовый тангенс x-ің несі графигі. Бірақ мына жақта графикке мұқият қарасаңыздар, бұның бағыты наоборот өзгеріп кеткен ғой, дұрыс па? Бұл жерде график бізде былай қарап тұр, былайынан төмен қарай кетіп бара жатыр, былай. Егер төмен қарай кетіп бара жатса, демек тангенстің алдында қандай таңба қосты деген сөз? Минус таңбасын қосты деген сөз. То есть мына жақта варианттар қараймын. Қай жақта менде минус бар? С мен д бар. То есть а в ені сразу алып тастаймын. Егер де менде мына жақта график шығар, мысалы мына жақтан былай шыққан кезде, онда уже тангенстің алдында плюс таңба бар деген сөз. Но бізде мына жақта минус. Енді тангенстің периоды бізде қандай? Базовый периоды пиға тең. Мына жақта қараймыз. Мына жақта есептесек бізде пи бөлінген 5, былай қарай есептесек тоже пи бөлу 5. Енді пи бөлу 5-ке пи бөлу 5-ті қосса, екеуінің нәтижесінде период неше болады? 2π бөлу 5 болып тұр. Ал менде период бастапқы пиға тең. То есть ол не деген сөз? Мен периодты нешеге көйтемін? 2-ке көйтемін, потом 5-ке бөлем ғой, чтобы 2π бөлу 5 шығу үшін. Ал функцияға жазатын кезде біз наоборот істейміз. То есть менде бастапқыда қазір y минус тангенс x болып тұр ғой. Яқтағы бөлу 5 x-қа керісінше көбейту барады. Сонда көбейту 5 болады, ал яқта көбейту 2 керісінше бөлу бару керек. Сонда жауабы минус тангенс 5x бөлу 2 болады. Жауабына қараймыз, ол бізде с варианты. Тура алдыңғы есеп секілді, по идее логикасы болды. Еш қиындық жоқ. Келесі есеп котангенс x. Так, оның графигі қандай болады? Так, котангенс yx. Котангенстің өзінің тоже границалары болады, анықталмаған. Оның бірінші границасы 0, екінші границасы оның пи. Осы графиктің арасында біздің котангенс былай жүреді, былайынан сызылады. Мына қиылысқан нүктесі бізде 90 градус. Мына жер пи или пи бөлу 2, без разницы по идее. Мынау бізде кәдімгі котангенстің графигі. Тура жаңағыдай тангенс секілді пиға қарай максимально жақындайды, бірақ қиылыспайды. И 0-ге қарай максимально жақындайды, бірақ қиылыспайды. Котангенстің тоже базовый периоды бізде пиға тең. Мына жақта қараймыз. Мынау котангенстің қазір график болып тұр, бірақ ол почему-то жоғары қарап тұр. Ол не деген сөз? Егер де котангенстің алдында бізде плюс болса, ол бізде төмен қарау керек. Ал егер де котангенстің алдында минус болса, керісінше ол қайға қарау керек? Үстіге қарау керек. Бізде мына жақта график үстіге қарап тұр ғой. Демек котангенстің алдында не бар деген сөз? Минус бар деген сөз. Мыналарды біз сызып тастаймыз. Сонда вариант либо в, либо с болады. Енді периодын анықтайтын болсақ, мына котангенстің графигі бар, көкпен сызып қойған. Сол немен арасы жатыр? Мына аралық нешеге тең бізде? 0 мен 4π-дің арасы 4π-ға тең болып тұр. Демек периоды 4π болып тұр. Бізде бастапқы период пи еді. Оны 4-ке көйтіп жіберді. Демек менде үшін алдында минус бар ғой, минус котангенс x. Яқта көйту 4 десем, мен керісінше x-ті 4-ке несеймін, бөлем. Сонда x бөлу 4 болады. Жауабы минус котангенс x бөлу 4 болады екен. Жауабы в вариант. Осы анықтай салыстыр. Келесі есеп. y тең f(x) қандай функция жатады дейді. В общем, y тең f(x) деген мына график көріп тұрсыздар ғой, былайынан бүйтіп сызылып отқан. Сол осы функцияның графигі. Яқта біріншісі тақ, екіншісі жоп, үшіншісі тақта емес, жопта емес, төртінші периодты, бесінші периодсыз дейді. Жалпы былайда қыздар жігіттер, периодты функция деген көбісіне осы жерде проблема тудыруы мүмкін. Период деген не деген секілді? Период деген, мысалы, синус пен косинус бар ғой. Мысалы, мынау так, былай салайық. Мынау
синустың графигі. Синустың графигі осылай волна секілді немесе шексіз қайталана береді. То есть шексіз бір нәрсе қайталана беретін болса, осы жерде периодты деп анықталады. Бірақ мына жақта сызбаға қараңыздаршы, бізде бір нәрсе шексіз қайталанып отқан жоқ қой, дұрыс па? Міне кішігірім бір төбешік пайда болды, төмен түсіп кетті, потом үлкен төбешік пайда болды, қайтып төмен түсіп кетті. Бұл жерде андай бір нәрсе мың рет қайталанып отқан жоқ. Демек ол периодта емес бізде. Түсінікті ғой, иә? Ол бізде периодсыз болып тұр. Одан бөлек бұл функция тақ па жұп па? Жалпы жұп функция екенін анықтау үшін мына y осі бар ғой, мына бір ось. Осының бойымен кітап секілді бүктеген кезде бірімен идеально беттесу керек. Бірақ мына график по-любому беттеспейді, значит ол жұп емес. Потом оны тағы екенін қалай анықтайды? Мына оң жақта тұрған бөлігі бар ғой, мына бір бөлігі ше, мынау. Осы солға қарай көшірсе қазір менде мынандай пайда болады, былайынан. Былай дұрыс па? Потом оны астына көшірсе менде мынамен вообще беттеспейді. То есть ол тақта емес деген сөз. То есть ол тақта емес, жұпта емес. Жауабы 3 пен 5 болады деген сөз. Болды, Е варианты. Болды, еш қиындық жоқ. Келесі есеп. Квадраттың функцияның график бойынша а коэффициенті мен д дискриминанттың таңбаларын анықтасын дейді. В общем, былай, тоже теория. Мына параболаға қарасаңыздар, x осін тек бір нүктеде қиып өтті, дұрыс па мына жерде? Егер де, естеріңізде сақтаңыздар, егер де парабола x осін бір ғана нүктеде қиып өтетін болса, бір ғана нүктеде, онда дискриминант сіздерде нөлге тең деген сөз. Потому что естеріңізде болса, дискриминант нөлге тең болған кезде бізде x-тар всегда бір мән ғана шығушы еді ғой, дұрыс па? Вот, поэтому мына дискриминант кіші, үлкен, нөлден деген варианттарын бәрін сызып тастайсыздар. Болды. Сонда менде с мен д қалып отыр. Потом, мына жақта параболаның настроениесі қандай? Төмен ғой, төмен қарап тұр ғой. Демек а-ның мәні нөлден кіші деген сөз. Сонда жауабы д варианты болады. Қалай оны анықтап отырмын? Жалпы квадраттық функция бізде ax квадрат қосу vx плюс с тең 0 деп жазылмай ма? А деген ол x квадраттың алдында коэффициент. Егер x квадраттың алдында коэффициент 0-ден кіші болса, то есть ол теріс сан деген сөз ғой. Теріс сан ол неге жауап береді? Настроениесі жоқ деген сөз, төмен қарайды. Поэтому мына жақта график төмен қараған соң мен а-ны 0-ден кіші деп алдым, теріс мән. Мына жақта бір ғана нүктені қиып өтті ғой x осін. Демек дискриминант 0-ге тең. Ал егер де мысалы дискриминант 0-ден үлкен десе, өздеріңіз ойлаңыздаршы, дискриминант 0-ден үлкен десе, тура осы график мысалы а кіші 0-ден. Настроениесі жоқ, и дискриминант 0-ден үлкен. Дискриминант 0-ден үлкен болса, сіздерде міндетті түрде екі түбір пайда болады деген сөз. Екі түбір пайда болады. Примерно мынандай болады сонда. Екі нүктеде қиып өтті міне. x1, x2. Екі нүктеде қиып өтті, демек дискриминант 0-ден үлкен деген сөз. И настроениесі жоқ, а 0-ден кіші. А мысалға егер дискриминант 0-ден кіші болса, и а бізде тоже 0-ден кіші болса, онда дискриминант 0-ден кіші деген сөз, ол x осін, мына x осін мүлдем қиып өтпейді деген сөз. И настроениесі жоқ, ол былайынан қарап отырады. Қараңыздаршы, x ось вообще қиылып отқан жоқ қой, дұрыс па? Вот, ол не деген сөз? Дискриминант 0-ден кіші деген сөз. Мына x осіне біз вообще тиісіп отқан жоқпыз. И а 0-ден кіші, настроениесі жоқ. Тура осындай логикамен, например, дискриминант 0-ден кіші, а 0-ден үлкен десе, уже настроениесі жақсы күліп тұрады, бірақ x осін әлі де қиып өтпейді, жоғары қарап тұрады. Мына x осін біз қиып өткен жоқпыз, бірақ настроениесі жақсы. Түсінікті ғой? Так, тағы не бар мысалға? Егер дискриминант 0-ден үлкен и а-ның мәні 0-ден үлкен болса, то есть дискриминант 0-ден үлкен десе, екі нүктені қиып өтеді, еще настроениесі жақсы. Примерно мынандай болады да. Мына екі нүктені қиып өтеді. И настроениесі жақсы жоғары қарайды. Болды, еш қиындығы жоқ. Келесі есеп. Графигі суретте берілген функцияны көрсет дейді. Мынау бізде жалпы былай қарасақ, s деген әріпке ұқсайды былай. То есть бұл синус, скорее всего, иә. Бұның периоды қанша енді? Былайынан есептесек, яғни 2π, яғни 2π, общий 4π емес па сонда? Бұның периоды қазір 4π болып тұр. Жалпы синустың периоды бізде неге тең? 2π-ға тең. Оны 2-ге көбейтіп отырсыз, өзі 4π шығады. Демек, мен x-ті 2-ге кесіп бөліп жіберемін. Сонда синус x бөлу 2 болады. И патологы 1 мен минус 1, демек синустың алдына ешқандай сан жалғамаймыз. Жауабы Е варианты болады екен. Болды, еш қиындығы жоқ. Келесі есеп. Функцияның f от x, яғни 0-ден үлкен аралығын тапсын дейді. Былай істейік. Жалпы fx деген ол не? Y емес пе? Y 0-ден үлкен аралық тапсын дейді. Y 0-ден үлкен деген ол мына жақта міне. Мынаны сызып қойып қызылмен. То есть y 0-ден үлкен оң таңбалы y-тің мәндері всегда 0-дің үстінде жатады. Осы түзудің бойында жатады деген сөз. Ал y-тан кіші сандар олар уже астында жүреді мына жақта. Так, сонда y-тің мәндері оң болатын графиктің бөліктері қайсы болады сонда? Мысалы мына бір бөлігі бізде мына 0-дің үстінде жатқан жоқ па, дұрыс па? Үстінде жатыр. Демек мына бөлігі бізде 0-ден үлкен деген сөз. А вот мына астыңғы бөлігі, мына жасыл зонасы бізде уже y-тан кіші деген сөз. Қай аралықта менің графигім 0-ден үлкен болып тұр? Міне, -4 деген мына нүкте ғой. И -4 пен 0-дің арасында менің графигім не? 0-ден үлкен болып. Так, потом тағы да қай аралықта 0-ден үлкен болып тұр? Мына 4 деген нүктеден бастап былай қарай кетіп бара жатыр ғой, дұрыс па? Бұл аралықта тоже не? 0-ден үлкен. То есть жауабы -4-тен 0-ге дейін болады. Потом 4-тен, міне 4-те қай кетіп бара жатыр? Плюс x-ге кетіп бара жатыр. Сонда 4-тен плюс x-ге дейін болады. Осы аралықта менің функциям, яғни fx 0-ден үлкен. Ал егер 0-ден кіші десе, уже қандай болады? Мысалы мына жақта былай төмен кетіп бара жатыр ғой, астыға қарай, дұрыс па? Уже минус шексіздіктен 4-ке дейін, то есть минус 4-ке дейін. Менің функциям 0-ден кіші, и дальше 0 мен 4-тің арасында тоже менің функциям fx 0-ден кіші. Вот осылай анықтай салыстыр. То есть x осі бар ғой, үстіңгі жақтарында y 0-ден үлкен болады да, астыңғы жағында y 0-ден кіші болады. Осылай таба салыстыр. Сонда жауабы бізде А варианты болады. Келесі есеп. Суретте берілген графиктің теңдеуін жасын дейді. Бұл есепті негізі вариантпен таба салу оңай болады. Мысалға x-ның орнына 0-ді қойған кезде, x-ның орнына 0-ді қойған кезде y-тің мәні неге тең болып шығады, 4-ке тең болып шығады. Сонда x тең 0 болған кезде y 4-ке тең. Мен тұрамын да варианттар тексеріп шықсам мысалға. Мына x-ның орнына 0-ді қойсам, мына жақта 4 шығады. Но келеді. Мына жақта x-ның орнына 0-ді қойсам, бұл келеді. Мына жерде x-ның орнына 0-ді қойсам, y-тің мәні 2-ке тең болып қалды. Бұл келмей қалды. Сынысып тастаймыз. Келесі, мына жақта x-ның орнына 0-ді қойсам 0 шығады, бұл келмей қалды. Так, мына жақта x-ның орнына 0-ді қойсам 4 шығады. Бұл келіп тұр. Келесі, минус 2-ні қойған кезде x мәні неге тең? 0-ге тең. Сонда, то есть y-тің мәні 0-ге тең. Сонда x минус 2-ге тең болған кезде y-тің мәні 0-ге тең. Енді x-ның орнына минус 2-ні қойып көрейік. Мына жерге минус 2-ні қойсақ, минус 2 квадраты 4,
яғни минус 2-ні қойса, минус плюс береді. Сонда плюс 8 болады, плюс 4. Мына үшеуін қосса, менде по-любому 0 шықпайды. Демек, бұл вариант қарастырылмайды. Келесі мына жаққа қойсақ, минус 2-нің квадраты бізде 4, 4-тен 4 тастаса 0. Бұл келіп тұр. Екінші нүктеден өтті. Мына жақта минус 2-ні қойса 4, 4-ке 4 8, бұл келмей қалды. Сонда жауабы В варианты болып тұр ғой. Единственный нүктелерді қанаттандырып тұрған жауап осы В варианты екен. Болды. Келесі есеп. Суретте y тең факт x функциясының графигі көрсетілген. Берілген функцияға қатысты қай тұжырым дұрыс? Жалпы мынау y осыны көріп тұрсыздар ғой. Осыны боймен кітап сияқты бүктесем, екі бірімен идеально беттеседі. Значит, бұл қандай функция бізде? Жұп функция. Е варианты болады. Бұл өспелі функция емес. Әшейін екі төмбешік тұр. Бұның өсіп жатыр, кеміп жатқанын анықтай алмайсыздар никак. Бұл явно тақ функция емес. Айтып қойдық жұп функция деп. Функцияның бір максимум нүктесі бар дейді. Қараңыздаршы, x 2-ге тең болған кезде, бұл максимум мәнге тең болды. Ну, типа тау болса, таудың ең төбесінде тұр ғой. Тағы да x минус 2-ге тең болған кезде тоже не таудың дәл төбесінде тұр. То есть бұл жерде екі максимум нүктесі бар. Мына жақта біреу ғана деген бұл дұрыс емес. Бұл кемелі функция емес. Мынада екі төмбешік тұр, ол непонятно қандай функция екен. Бұл бізде өспелі де емес, кемелі де емес деген сөз. А вариант емес. Сонда жауабы е болады. Келесі есеп. Төмендегі нүктелерден OX осіне тиісті нүктені көрсет дейді. Былайда қыздар жігіттер, OX деген ол абсцисса ойсы. Дұрыс па? Абсцисса, дұрыс жазған шығармын. Абсцисса деген ол x ойсы. Енді төмендегі нүктелерден x осіне тиісті нүктені көрсетсін дейді. X осіне тиісті болу үшін y неге тең болу керек? 0-ге тең болу керек. Тек сол кезде ғана сіздерде x осіне қатысты, яғни x осіне тиісті нүкте пайда болады. Яқта іздейсіздер, y қай кезде 0-ге тең? Мына жақта y 0-ге тең емес, тең емес, тең емес, мына жақта тең емес. Сонда жауабы В варианты болады. Міне, y-ті мән 0-ге тең ғой. Болды, осыны анықтайсыздар. Ал егер мына жақта тапсырмада, например, o y десе, значит, ол жерде не деген сөз? X 0-ге тең болу керек деген сөз. Уже x 0-ге тең e варианты болатын еді. Надеюсь, түсінікті. Мынаны уже алдыңғы есептерде айтып өткен болатын. Келесі есеп. Өзара кері функциялардың графиктері қай суретте кескінделген дейді. Жалпы былайда, міне қарасайықшы. Мысалға, мынандай бір функцияның графигі берілсін, и y тең x деген функция естеріңізде ма? Y тең x бізде тура координаталар ойысының ортасымен өтпейтін былай қарай. Мынау бізде y тең x функциясының түзуі жасыл. Идеальный екі координаталар ойысы ортасымен өтетін идеальный түзу. И мысалы мынандай тапсырмада, мына көкпен сыздым қазіргі графикті. Осыны біз басик, осыны біз fx белгілік функция деп. Енді осыны кері функцияның графигі қандай болады деп сұрайды сіздерден. Кері функцияның графигі бізде f минус 1x емес пе? Осының графигі анықтасын дейді. Сіздер ойланып қаласыздар. Ойла, қалай осында деп. Сіздерде f от x мынаған тең деп ешнәрсе айтпаған. Еще құр графигін беріп қойған. Осы графикке қарап, еще кері функцияның графигін сызсын дейді. fx-ға кері функцияның графигін табу үшін, сіздер fx-ның графигін y тең x деген жасыл түзуге қатысты симметриялы көшіресіздер. Сонда, мысалы мына нүктені таңдаймын да, осы нүктені симметриялы былай көшірсем, мына жерге келмей ме? Мына жердегі нүктені былай қарай көшірсем симметриялы. Ол примерно так мына жаққа келе ме? Жобалап. Так, потом мына нүктені былай көшірсек, ол қай жаққа келеді? Мына жаққа келіп қалады ғой жобалап. Потом мына нүктені былайынан көшірсек, мына жердегі нүктені симметриялы мына жаққа келеді. Мына нүктені симметриялы былай көшірсек, ол бізде мына жаққа апарады. Сонда осы нүктелерді былайынан біріктіретін болсақ, менде былайынан былай мына жаққа келеді. Сәл енді қисықтау отыр енді. Түсінуге болады. И былай ғой жобалап. В общем, мына көкпен сызылғанға қызыл не болып тұр? Былайынан қарағанда симметриялы болып тұр. То есть мынау бізде уже f минус 1, то есть fx-ға кері функцияның графигі болып тұр. Енді мына варианттарға қарайсыздар, қайсысы? Мына y тең x деген қазір түзуді сызып алайын былайынан ортасынан былай. Қайсысы осы жасыл түзуге бізде симметриялы орналасқан? Мынау явно келмейді, мынау келмейді, вообще біртүрлі болып отыр. Мына жақта айқасып кетті. Единственный вариант жасыл линияның бойымен симметриялы болып тұрған ол бізде міне а варианты. Сонда жауабы а болады. ИОБТ-да мысалы бір график беріп қойып, соған кері функцияның графигін тап десе, y тең x деген түзуді жасыл түзді осылай сызып алсаңдар да, сонымен симметриялы көшіресіздер. Егер идеально келсе, онда сол кері функциясы болады деген сөз. Болды. Келесі есеп. y тең 2 көбейтілген x минус 4-тен 1-дің квадраты параболасының төбесінің координаталарын көрсетсін дейді. Анау есіңізде ма? Алдыңғы мәндер жиында мен x мен x max-тың формуласын көрсетедім ғой. Қандай да? Минус v бөлу 2 етін. Дұрыс па? Мына функцияны қазір ашатын болсақ, y тең 2 x квадрат минус 2 көбейту x көбейту 4-тен 1 нәтижесінде 2-ден 1 x береді. Потом 4-тен 1-дің квадраты бізге не береді? 16-дан 1 береді. Жақтан ашып берсем, сонда 2x квадрат минус 2x квадрат x, 2 мен 16 квадрат 8-де 1 шығады. Міне y қазір менде осыған тең болып тұр. Енді формулаға салсақ, v бізде неге тең? 1-ге минус 1-ге тең ғой. Сонда минус үстінде минус 1, а 2-ге тең. Сонда 2 көбейту 2. Минус пен минус плюс береді, нәтижесінде 4-тен 1 шығады. 4-тен 1 ол бізде x min бола ма? Жоқ, бұл x max бола ма? Оны қалай анықтайды? X квадраттың алдында таңба бізде плюс қой. Демек, 4-тен 1 ол бізде не болып тұр? Бұл бізде x min болып тұр деген сөз. Енді осы 4-тен 1-ді аламын да, мен мына жерде тұрған x-ның орнына апарып қойсам. Сонда y тең 2 4-тен 1 минус 4-тен 1-дің квадраты. 4-тен 1-ден 4-тен 1-сын 0, 0-дің квадраты 0, 0-ді 2 өтсе 0. Сонда координатасы бізде 4-тен 1-де не болып тұр? 0 болып тұр деген сөз. 0 и 4-тен 1. Вариант іздейміз. Так, ол бізде, так, мына жерде жауаптарында сәл қате кетіпті. Мына жақта скорее всего 3 емес 4 болу керек. Сонда жауап 4-тен 1-ден 0 болады, е варианты. Мына жақта жауапта сәл қате кетіп қалды. Мына функцияның графигін салып анықтаса болады. Мысалға x минус 4-тен 1 деп тұр ғой. 4-тен 1 десе минус 4-тен 1 десе 10-ға қарай жылжытады. Сонда яғни 0 болса, мына жер мысалы 4-тен 1 болсын. 10-ға қарай жылжыды, квадрат настроениесі қандай? Яқта плюс қой. Жақсы. Демек қалай қарайды? Міне былайынан қарайды осы жерден. И төбесі деген таудың төбесі емес пе? Мына таудың төбесінің координатасы бізде қандай қазір? X-ның мәні 4-тен 1-ге тең, и сәйкесінше y-ның мәні 0-ге тең. Соның төбесі 4-тен 1-ден 0. Осылай анықтаса болатын еді график салу арқылы. Мына жақта жаңағыны айттық, мына жақта 3 емес негізі 4 болу керек. Сонда жауабы е болады. Болды. Сонда екі тәсілмен анықтаса болады, осылай. Либо x мен x max формасымен, или график тәсілімен
тәсілмен. Скорее всего, график тәсілі оңайырақ болады. График тәсілмен таптықты есептей беріңіздер, егер осы оңай болса. Келесі есеп. Суретте берілген функцияның графигін пайдаланып, оның анықталу облысын, потом мәндер облысын тапсын дейді. Анықталу облысы деген ол x-тің командасы, x-тің қабылдайтын мәндері. Мына жақта x-тің ең үлкен мәні, x осына қараңыздаршы, x-тің ең үлкен мәні не болып тұр? Мына жақта 7 мен шектеліп тұр ғой. Ал ең кіші мәні -2 болып тұр, дұрыс па? Сонда менің графигім неменің арасында сызылып тұр газ? Мына -2 мен 7-дің арасында ғана сызылып тұр ғой. -2-ден кіші немесе 7-ден үлкен аралықта жатқан жоқ график. Сонда анықталу облысы бізде a-ның варианты бізде -2 мен 7-дің арасы. Мына s, v, a-ны сызып тастаймыз. Сонда d или e болып тұр. Келесі мәндер жиыны, мәндер облысы ол y-тің қабылдайтын мәндері. Графиктің потолок y мәні нешеге тең болып тұр? 6-ға тең болып тұр ғой. Ал ең кіші мәні -2-ге тең болып тұр, дұрыс па? Y бойымен қарасақ. Сонда аралық -2 мен 6-ның арасы. 4 пен 6 болмайды. Сонда жауабы міне d варианты болады. -2 мен 6. Мына жақта -2 мен 7 деп жазып қойсақ. Келесі есеп. Суретте графикке сәйкес функцияны көрсетсін дейді. Так, мына жақта бізде екі шеңбер берілген. Мынау сыртындағы шеңберді көріп тұрсыздар ма? Ба жасымен сызып қойыңызшы. Мынаны. Сәл қисықтау болады енді. Мынау сыртындағы шеңбер. Бұның радиусы бізде 5-ке тең екен. Центрі не болып тұр? 0 болып тұр. Так, еске түсіріп жіберейік. Шеңбердің теңдеуі қандай еді? x минус x1-дің квадраты қосылған y минус y1-дің квадраты тең r квадрат еді. x1 мен y1 ол центрдің координаталары еді. Ал r деген ол сіздерде радиус еді, дұрыс па? Так, енді мына жаққа қарасақ, центр не болып тұр? 0 болып тұр. Сонда мына жаққа жазып қоямыз біз. Менде жасыл шеңбердің центрі 0-ден 0 болып тұр. То есть x1 мен y1-дің орнына апарып 0-ді қоямыз. Сонда x минус 0-дің квадраты қосылған y минус 0-дің квадраты дейміз. И радиус нешеге тең міне? Мына жақта 5 болып тұр, барлық жерде. Демек радиус бізде 5-ке тең. Мына r-дің орнына апарып 5-ті қойсам, сонда 5-дің квадраты не береді? 25-ті береді. Сонда x-тен 0-ді алса x, x-тің квадраты қосу y квадрат тең 25 деген бізде шеңбердің теңдеуі шығып отыр. Келесі, мына ішіндегі шеңберді қарастырсақ, ол мына бір жері, мына. Бұл жерде радиус неше болып тұр? 3 пен шектеліп тұр, барлық жақтан, дұрыс па? И центр тоже 0 болып тұр. Яқа жазамыз. Бұның центрі 0-ден 0, радиусы 3-ке тең. Сонда бұл шеңбердің теңдеуі қандай болады? x минус 0-дің квадраты қосу y минус 0-дің квадраты тең 3-тің квадраты. Сонда x квадрат қосу y квадрат тең 9. Бұл мына қызылмен сызылған шеңбердің теңдеуі. Енді қызығы неде бұл жерде? Мына қап-қара болып боялып тұрған аралықты көріп тұрсыздар ғой. Сіздерге сол аралықты мына жақта вариантқа сәйкестендірсін дейді. Бұл қара аралық неменен арасы жатыр? Мына радиусы 5 деген шеңбер бар ғой. Соның ішінде жатыр да, содан кіші болып тұр. Одан асып отқан жоқ. И радиусы 3 деген шеңбердің сыртында жатыр. То есть ол не деген сөз? Былай жазайық. Бізде біріншісі x квадрат қосу y квадрат, радиус 25 еді ғой. Біздің қара бөлік мына 5-дің сыртында жатыр ма? 5-дің сыртында жатқан жоқ, 5-дің ішінде жатыр. То есть 25-тен ол не болу керек? Кіші болу керек, немесе тең болу керек деген сөз. Түсінікті ғой? То есть үлкен шеңбер бар ғой, жасыл шеңбер. Сол жібермейді да сыртқа қарай, іште сақтап отыр барлығын. То есть қап-қара боялған бөлігі сол шеңбердің радиусынан кіші болып тұр ғой. Түсінікті ғой? Соның ішінде жатыр. Ішінде жатса кіші немесе тең 25 табамыз, себебі мынау бізде типа радиус болса, сол радиустан кіші деп қарастырасыздар ғой. Келесіне қызыл шеңбер. Қара бөлік ол қызыл шеңбердің ішінде жатқан жоқ, оның сыртында жатыр. То есть ол не болады? x квадрат қосу y квадрат, 9 болса, 9 деген ол біз радиусты ретінде қарастырамыз ғой. Сол радиустың сыртында жатыр, сол шеңбердің сыртында жатыр. Демек, содан үлкен немесе тең болу керек қара бөлігі. Міне, мынандай жауап шығады сонда бізде. 25, яғни радиусы 5 шеңбердің ішіне жатады да, ал радиусы 3 деген шеңбердің сыртына жатады. Сол кезде менде мынандай қап-қара бөлік боялып шығады екі шеңбердің арасында. Так, варианттарға қараймыз. Бұл бізде d варианты ма? Иә, d варианты келіп тұр ғой. Болды, осы анықтай салыстыр. Келесі есеп. x квадрат қосу y квадрат тең 4 функциясымен тек бір ғана ортақ нүктесі болатын функция дейді. Бірінші басик, координаталар осыны сызамыз. x квадрат плюс y квадрат тең 4 дейді. Мынау кәдімгі шеңбердің формуласы емес па? Мына жақта центр не болып тұр? 0 мен 0 болып тұр, дұрыс па? Ал радиусы бізде 2-ке тең. 4-ті бірге салса 2 шығады. Сонда радиус 2-ке тең, центр 0 0 болады. Міне центр 0 0, радиус 2-ке тең болады. Мысалы 1, мынау 2 болсын, мына жақ. Мына жер 1, мына жер 2 болсын. Мына жақ 1, мына жер 2, мына жер 1, мына жер 2. Сонда осы нүктелерді былай қосатын мен не салып аламын? Былайынан шеңбер салып аламын. Мынау бізде міне x квадрат плюс y квадрат тең 4 деген формуланың графигі болады. Шеңбер салып алдық. Енді мына варианттарда қайсысы осы графикпен тек бір ғана ортақ нүктесі болады, соны табу керек. Енді x плюс 4 тең 0. А вариантын қарастырайық. x плюс 4 тең 0 дейді. Плюс 4-ті бері қарай өткізсем минус 4 болады. x мен минус 4 қаяқта жатыр міне. Мына жақ минус 3, мына жер минус 4. x мен минус 4 десе менің графигім былай сызылады. Мына түзу мына шеңбермен вообще қиылысып отқан жоқ қой. Ешқандай ортақ нүктесі жоқ. Демек А варианты қарастырылмайды. Келесі В варианты y плюс 4 тең 0 дейді. Плюс 4 бері қарай өтсе минус 4 болады. Енді y минус 4 қаяқта жатыр? Ол тоже айдалда жатыр. Минус 4 деген мына жақта. Оны былай сызсақ, мына шеңбермен никак қиылыспайды. Сонда В варианты тоже болмайды. Так, x тең 3 дейді. x тең 3 бізде мына жақта жатыр. Ол тоже қиылыспайды, дұрыс па? Е варианты кірмейді. y тең минус 2. y тең минус 2 деген мына жер ғой. Тура осы нүктенің бойымен бізде бір түзу өтеді. И осы шеңбер мен түзудің арасында неше ортақ нүктесі болады? Бір ортақ нүктесі болады. Сонда жауабы f болып тұр әзірге. Келесі x тең 2 дейді. x тең 2 деген аяқ қой. Осының бойымен былай сызамыз. Сонда неше ортақ нүктесі болады? Бір ортақ нүктесі болады. G тоже жауап ретінде қабылданады. Келесі h y тең 4 дейді. y тең 4 мына жақта жатыр. Оның ортақ нүктесі жоқ. Бұл саналмайды. Келесі y тең минус x дейді. Жаңа біз айтып едік қой координаталар осында. Мынау бізде дәл ортасында өтсе y тең x дегенбіз, иә? Ал y тең минус x десе, оның настроениясы жоқ, ол былайынан өтеді. Мынау бізде y тең минус x болады. Енді y тең минус x бізде былайынан өтпей ме? Дұрыс па? Былай. Неше нүктеде қиып өтті? 1, 2 нүктеде. А бізде неше ортақ нүктесі болу керек? Бір ғана ортақ нүктесі болу керек. Мынада уже екеу болып кетті. Қарастырылмайды. y тең x плюс 1 дейді. Бұл нүктеміз бізде былайынан өтсе, былай.
тоже неше нүктеде қиып өтеді? 2 нүктеде қиып өтеді. А бізде бір ақ ортақ нүктесі болу керек. Сонда жауабы f пен g болады деген сөз. Надеюсь, есеп түсінікті. Келесі есеп 3-тен 1 x куб функциясының y-тен 4x минус 3 түзуіне параллель болатын жанамалардың теңдеулерін көрсетсін дейді. Негізі біз сіздермен жанама теңдеулерді әлі өткен жоқпыз, но допустим, сіздер жанама теңдеулерін әлі өткен жоқсыздар, но логикаға салып көрейік. Мен жаңа айтқам, параллель түзулер бір-бірімен қай кезде параллель болады, егер де k1 мен k2, яғни x-ің алдындағы коэффициенттері бірдей болса. Мынау біз y-тен 4x минус 3 түзуіне параллель болу үшін x-ің коэффициенттері 4 болу керек, дұрыс па? Мына жақта x-ің коэффициенті 2 қарастырылмайды, мынау қарастырылмайды, мына варианттар тоже қарастырылмайды. Сонда менде A, S, D, E 4 вариант қалды. Егер сіздер до этого уже туындыны өтіп қойсаңыздар, онда мына есеп шығарасыздар. В общем, біз қазір мына параллельдің қасиетін қолдану арқылы сразу 4 вариантты қысқартып тастадық. Но бізге по-любому қазір мына жақта туындыны қолдану керек болады. Жалпы мына жақта жазамыз. Жанама теңдеудің формуласы қандай? Жанама теңдеудің формуласы мына жақта жазайық. Y тең fx0 қосылған f'(x0) көбейту x минус x0. Осы формуламен сіздер жанама теңдеуін құрастырып аласыздар. Бұдан бөлек тағы да бір формула бар. Мына f'(x0) ол сіздердің мына бұрыштық коэффициентке тең, k-ға тең. Мысалға мына функцияға қарап, біз k неге тең екенін анықтадық, k бізде 4-ке тең ғой, дұрыс па? Мына жаққа жазамыз. Так, мына былайынан қоршап жазбайын бөлек. Мына дәптеріңізге жазыңыздар. K бізде 4-ке тең екенін анықтадық, дұрыс па? Осы түзуге параллель болу үшін k-ның мәні 4-ке тең болу керек дедік. Так, енді мына формула бойынша f'(x0) 4-ке тең деді. f'(x0) деген ол туынды емес па, штрих деген. Ал fx бізде неге тең болып тұр мына жақта? Fx бізде 3-тен 1 x кубқа тең болып тұр. Енді осының туындысын алатын болсақ, мына дәрежедегі 3 бар ғой, алдына түспей ме? Сонда 3-тен 1 көбейту 3, 3-тің орнына не қалады? 3-тен 1-ді азайтса 2 қалады. 3 мен 3 қысқарады, нәтижесінде не? f'(x) бізде x квадратқа тең. Мынаны біз қазір қолданамыз. Енді мына формула қарасақ, f'(x0) k-ға тең ғой. Сонда менің жағдайымда k 4-ке тең, еще мына екеуі өзара тең емес пе, мына формула бойынша, дұрыс па? Сонда мен x квадратты неге теңестіремін? 4-ке теңестіремін. Квадраттан құтылсам, x та 2 мен пайда болады. Қандай? Плюс минус 2. Бұлар уже ненің мәндері? x0-дің мәндері болып тұр. Енді жанаман теңдеуін табу үшін мен тұрамда қазір екі түрлі теңдеу шығарамын. Бірінші, x0 2-ке тең болған кездегі жағдай, x0 минус 2-ке тең болған кездегі жағдай. Бірінші, мына жақта fx0 дейді. Мынаны тауып көрейік. fx0 дейді. Бізде бастапқы функция fx еді ғой. Осы жердегі мына x-ның орнына апарып нені қойды? x0-ды қойып отыр. Но біздің жағдайда x0 неге тең? 2-ке тең ғой. Сонда мен тұрамда мына x0-дардың орнына апарып 2-ні қойып шығамын. Сонда f2 қосылған f'2 көбейту x минус 2 болады. Мынаны ашатын болсақ, f2 бізде неге тең? Мына жерде тұрған x-ның орнына 2-ні апарып қоямын дедім ғой. Мына x-ның орнына тоже 2-ні апарсам, 2-ның кубы неше? 8. Мына жерде бізде 3-те 8 шығады. Қосылған f'2. Бұл бізде f'2 деген неге тең деді? K-ға тең ғой. Бұны есептемей сразу 4 деп жаза берсе болады орнына. Мынаны есептемей сразу орнына 4 деп жаза береміз. f'2 ол неге тең? K-ға тең. Бұрыштық коэффициент бізде 4-ке тең болып тұр. x минус 2 деп жазып аламыз. Осы жерде есептесек, 3-те 8 қосу жақшаны ашсақ 4x, 4-ке көбейтсе 8 болады. 8-ның астында 1 бар, ортақ бөлім 3 болады. Сонда 4x 3-те 8-ден 3-те 24 азайтып жіберсе, нәтижесі минус 3-те 16 шығады. Демек, бірінші жанама теңдеудің формуласы 4x минус 3-те 16 шығып отыр. Бұл бізде e варианты. Келесі x0 минус 2-ке тең болған кездегі жағдай. Мына жақта жазайық, y тең f минус 2 қосылған f'2 көбейту x минус, мына жақта минус плюс 2-ке айналады. f минус 2, мына жерде тұрған 2-ның орнына енді апарып не қоямыз? x-ның орнына минус 2-ні қоямыз. Минус 2-ның кубы неше? Минус 8. Сонда минус 3-те 8 шығады. Қосылған f'2 бізде бұрыштық коэффициентке тең 4 болады, и x плюс 2 деп жаза саламыз. Мынаны ашатын болсақ, минус 3-те 8 қосу 4x плюс 8 болады. Астына 1 бар, 3-ті береміз. Сонда 4x 3-те 24-тен 3-те 8 азайтса 3-те 16 шығады. Сонда жауабы 4x плюс 3-те 16 болып отыр. Бұл бізде қараймыз а вариант екен. Сымен де келмейді. Жауабы а мен е болады. Егер мына есепті түсінбесеңіздер, это нормально, потому что біз жанама теңдеулерді әлі өткен жоқпыз, оны алдыңғы уақытта өтеміз. И одан бөлек жанама теңдеулерін шығара үшін сіздер туындыны білу керексіздер. Мына есепті түсінбесеңіздер, қалдырып кете берсеңіздер болады. Кейін туындыны өткеннен кейін жанамаларға көшесіздер, сол кезде осы есепті қайтып қарап шығасыздар. Ал егер де туындыны білсеңіздер, есепті уже қазірден бастап талдай бергендеріңіз дұрыс. Келесі есеп. Сурет қай теңсіздіктер жүйесіне сәйкес келетінін көрсетсін дейді. Бұл жерде бірнеше график берілген. Мына түзуді көріп тұрсыздар ғой. Бұл бізде y тең x деген функцияның түзуі болып. Одан бөлек, мына жақта екі жақпен шектеп қойған. Мынаны сызып қойып былай. Мына бір жақпен шектеген, қап-қарамен бояп, мына бір жақты шектеген. Бұл қызылмен сызылған түзулер қай x-тің мәндеріне сай келіп тұрған бүйт до конца сызсақ, мынау 2, мынау 4. Мынау қай мәнге келіп тұр сонда? Мынау бізде минус 3-ке келіп тұрған жоқ па? Мынаны до конца былай сызсақ, бұл қай мәнге келіп тұр міне? Минус 10-ға келіп тұр. Сонда минус 3 пен минус 10-ның арасы деп қарастырамыз. Y тең x берілген. Так, потом не бар тағы да бұл жерде? Так, болды. Мына жасылмен сызылған түзудің функциясы бізде y тең x болып тұр. Потом аралық бізде мына штрихталған бөлік бар ғой. Мына сіздер көріп тұрған штрихталған бөлікші мынау. Сол неменен арасында жатыр? Минус 10 мен минус 3-ның арасында жатыр. Сонда минус 10 мен ненің арасында жатыр? Минус 3-ның арасында жатыр. То есть бірінші маған осы аралықты тауып алайын. Так, мына жақта жай ғана кіші деп тұр, бірақ бізде жаңа қап-қара боялып еді ғой. Демек д вариант келмейді. Бізде қап-қарамен бояп тұрса, екеуінде тең белгісі болу керек. Так, мына жақта не дейді? Мынау келмейді вариант, е де келмейді. Так, G пока что нормально, H келіп тұр кішкене. Так, С вариантына қараймыз. Минус 3-тен кіші болу керек дейді, минус 10-нан үлкен болу керек. Так, мынау келіп тұр.
Яқта минус 10-нан, мына жақта қараңыздаршы, теңдік белгісі жоқ. Демек в вариант келмейді. Яқта минус 3-тен. Так, хорошо. Сонда 4 вариант шығып тұр. Минус 3-тен кіші, минус 10-нан үлкен дейтін, менде 4 вариант шықты. А, С, G, H шықты. Енді мынау жасыл графиктің бізде асты боялып тұр ғой. Енді қараңыздаршы, мына жерде y үлкен x-тан бола ма, жоқ, y кіші x-тан бола ма, оны қалай анықтайды. Бізге былай істейік. Мысалға, мына жерде x минус 6 тең ғой. Осыған сәйкесінше былай жүре береміз. Осы зонада жатқан, фиолетовый зона көріп тұрсыздар ғой. Осы зонада жатқан, мысалы мына нүктені ала салайын. Бұл жерде x-тің мәні неге тең? Минус 6-ға тең да. Осыған сәйкес y-тің мәні неге тең? Минус 10-ға тең. Не жазып қоямын? X-тің мәні минус 6-ға тең, y-тің мәні минус 10-ға тең. Сұрақ. Қайсысы үлкен? Минус 6 үлкен ба, жоқ минус 10 үлкен ба? Бұл жерде логикалық тұрғыдан қайсы үлкен болып тұр? Минус 6 минус 10-нан үлкен болып тұрған жоқ па? То есть ол не деген сөз? Минус 6 деген x емес па? Сонда x менде үлкен емес тең неден болып тұр? Y-тан болып тұр. Сонда мен мына аралықты іздей бастаймын. Себебі өздеріңіз ойлаңыздаршы, x минус 6-ға y минус 10-ға тең болған кездегі нүкте мына жерде емес па? Как раз боялған зонада жатыр да. Осы өзім таңдап алған нүкте бойынша. Мен не істеймін? X пен y-тің арасындағы теңсіздіктің таңбасын анықтап аламын. Мысалы x минус 6, y минус 10 болды мына нүктеде. Анықтаймын. Минус 6 минус 10 үлкен ғой? Үлкен. Демек, бұл аралықта мына зонада x-тің мәндері y-тан не болып тұр? Үлкен болып тұр деген сөз. Сонда мен x үлкен немесе y-ті іздеймін. Мына жақта А вариант келмейді. Так, мына жерде С варианты келіп тұр. Қараңыздаршы. Y кіші немесе x келіп тұр. X минус 3-тен кіші келіп тұр. Минус 10 үлкен. Но келіп тұр. Келесі G вариантында. Мына жақта жай ғана кіші деп тұр. Но сіздер мұқият қарасаңыздар, мынаны өшіріп тастасаң, сол көретін шығарсыздар. Мына жасылды өшіре салайын. Мына жақта кәдімгі түзу сызылып тұр, мындай үзік емес. То есть сіздерде мына y тең x деген түзу былай сызылып тұрған жоқ та, кәдімгі қалың былайынан сызылып тұр, бүтін түзу сызылып тұр. Демек, бұл жерде кіші немесе тең деген жүреді. Мынау қарастырылмайды. И мына жақта x үлкен немесе y дейді. Мынау тоже жауап ретінде қабылданады. Қараңыздар. X үлкен немесе y, x үлкен немесе y. И аралық минус 10 мен минус 3-тің арасы тоже келіп тұр. Сонда жауабы С мен H болады деген сөз. Келесі есеп. Қай теңсіздіктің шешімі суретте кескінделген дейді. Мына парабола мұқият қарайық, былайынан сызылып тұр екен. Бұл параболаның төбесі мына нүктеде тұр. Бұл нүктенің координатасы бізде қандай болып тұр? Мынаны жазып алайық. Бұл нүктенің координатасы бізде x минус 2-ге тең, y-тің мәні минус 1-ге тең. Төбесін қазір келтіретін болсақ, минус 2 значит солға қарай 2 бірлік жылжытты ғой. Сонда x плюс 2 деп аламыз, солға десе плюс деп аламыз, квадрат, и астыға 1 бірлік, значит минус 1 болады. Мынаны қазір ашатын болсақ, x квадрат қосылған 2-ні 2-ге бөлсе 4x болады, 2-ның квадраты 4 и минус 1. Нәтижесінде x квадрат қосылған 4x, 4-тен 1 аса плюс 3 шығып отыр. То есть маған x квадрат плюс 4x плюс 3 дегенді іздеу керек. E вариант келмейді. Так, А вариант бізде келмейді. В вариант келмейді. С да келмейді. Так, Д варианты үшеуінде таңбасы минус екен, бұл кеп қалуы мүмкін. Мыналар келмейді. Так, Д мен F қалды сонда. Енді былай, бізде параболаның қай жағы боялып жатыр? Сыртқы жағы боялып жатыр, иә? Яғни жауабына қарасақ, сызба сәл қателеу болып шығыпты. Мына жерлерді ғана бояп қойыпты. Негізі бұл былайынан сыртқа кете береді. Түсінікті ғой, иә? То есть параболаның қай жағы боялып жатыр? Полный сырты боялып жатыр. Сіздер мына нәрсені есте сақтау керексіздер да. Мысалға, егер мен аяқта x квадрат қосу 4x қосу 3-ті үлкен немесе тең 0 деп алсам, мысалы мен аяқта менде парабола сызып тұр, мына жасыл парабола былайынан, иә? Онда үлкен немесе тең 0 дегенім үшін менде осы параболаның қай жағы боялу керек? Сырты боялу керек түгел. Түсінікті ме былайынан? Ал егерде x квадрат қосу 4x плюс 3 кіші немесе тең 0 десем, онда қалай ойлайсыздар? Параболаның қай жағы боялады? Параболаның түгел іші боялады сонда. Надеюсь, түсінікті. Бізде мына жақта сурет бойынша параболаның сырты боялып тұр ғой. Демек, бізде не болу керек? Үлкен немесе тең 0 болу керек. Ол бізде F вариантына келіп тұр. Енді D варианты бізде келе ме, келмей ме? Мына жақта каждый мүшенің алды, бізде каждый мүшенің алды минус тұр. Сол минусты жақтан сыртына шығарсам, менде x квадрат плюс 4x плюс 3 болады, дұрыс па? Үлкен немесе тең 0. Мына минусты оң қарай өткізіп жіберсе, x квадрат қосу 4x қосу 3 кіші немесе тең 0 болып қалады. Минус бері қарай өткен таңбасын ауыспай ма, стрелкасы, иә? Сонда менде мынандай теңсіздік шығып қалды. Бірақ кіші немесе тең 0 ол не деген сөз? Іші ғана боялады деген сөз. А бізде қай жақ боялып тұр? Сырты боялып тұр. Демек Д деген вариант келмейді, жауабы құр не болады? Жауабы F варианты болады деген сөз. Келесі есеп. Берілген функцияның теңдеуін тапсын дейді. Так, мұқият қарайық. Бұл бізде көрсеткіштік теңдеудің графигі. То есть А варианты, так, Д вариант келмейді, Е келмейді. Так, бізде қалған В, С, F, G, H бесеуі де келіп тұр, жауапқа. Мен мына бір нәрсе айтқанмын. Егерде мына x-тің алдында минус болса, мен графигім қалай қарайды уже? Былай қарайтын болады да. Егер x-тің алдында минус болса. То есть біз не істейміз, G және H деген варианттар сызып тастаймыз. Дәрежесінде минус барлар. Бізде сонда үш вариант қалды. В, С және F. Мына жақта x-тің орнына 0-ді қойған кезде y-тің мәні нешеге тең болды? 1-ге тең болып шықты. Сонда мына жақта жазамыз. X 0-ге тең болған кезде y 1-ге тең болып шыққан. Одан бөлек, так, мұқият іздейміз. Мына жақтамыз. Тағы бір нүкте тұр. X 2-ге тең болған кезде y 4-ге тең болып тұр. Мына жақта жазамыз. X 2-ге тең болған кезде y 4-ге тең болып тұр. Қай жауапта x-ның орнына 2-ні қойса, менде y 4 шығады. Мына жерде x-ның орнына 2-ні қойса, 2-ның квадраты 4 береді. В вариант келіп тұр. Мына жақта x-ның орнына 2-ні қойса, но келмей қалады ғой. Значит, С вариант емес, мына жаққа қойса тоже келмей қалады. Сонда жауабы құр В вариант болып тұр. Осылай нүктелермен таба салса болады. Келесі есеп. Суретте берген шеңбердің теңдеуін анықтасын дейді. Бірінші центрдің координатасын тауып алайық. Мына нүкте. Так, мынау бізде 1, мынау 2, 3, мына жер 4 болып тұр бізде. Мына жер бізде 2 болып тұр екен. Мына 4 пен 2 кеп осы нүктеде қиылысады. Сонда x 4, y 2. Центр не болып тұр? 4-те 2 болып тұр. Формуласын еске түсіріп жіберейік. X минус x1-дің квадраты қосу y минус y1-дің квадраты тең r квадрат еді. Мына x1 мен y1-дің орнына 4 пен 2-ні қоямын. Сонда x минус 4-дің квадраты қосылған y минус 2-ның квадраты дейміз. Енді радиус нешеге тең? Былай есептесек, былай 1, 2, 3, былай 1, 2, 3. В общем, радиус 3-ге тең болып тұр бізде. Мына жаққа жазып қойып, радиус 3-ге тең. Мына r-дің орнына апарып 3-ті қойсам, 3-дің квадраты 9 береді. Мынаны қысқаша көбейтумен полный ашатын болсам, x квадрат минус 8x плюс 16 болады. Потом y квадрат минус 4y плюс 4. 9 бері қарай өткізсе минус 9 болып келеді. Сонда x квадрат минус 8x
Потом плюс y квадрат минус 4y. 16-ға 4-ті қосса 20, 20-дан 9-ды алса 11 шығады. Плюс 11 тең 0 шығып отыр. Енді осы теңдеуді сонда маған іздеу керек болып тұр мына жерден. Так, x квадрат минус 8x минус 4y келмейді. И плюс 11. В варианты келмейді. Мына жақта минус 8y дейді келмейді. Минус 4y. Мына жақта плюс 8x болып кетті келмейді. Сонда жауабы бізде А варианты болып тұр ғой. Болды, осылай таба салыстыр. Келесі есеп. Суретте кескінделген нүктелер жиыны қандай теңсіздіктер жүйесін беретін анықтасын дейді. Мынау бізде не еді? Y тең x еді. Егер де түзудің асты боялып отырса, демек теңдікті өшіріп тастаймыз да, y кіші немесе тең не болады? X болады. Жаңа басында бір есепте айттым ғой, егер де осы түзудің астыңғы бөлігі боялса, демек y бізде x тең кіші болу керек деген. Сонда варианттан іздейміз. Y кіші немесе тең x. Қай вариант келіп тұр? D вариант келмейді, S, V келмейді. Сонда А мен Е қалып отыр. Мына шеңбердің центрі 0-ден 0-ден өтіп отыр, дұрыс па? Так, мына жаққа жазып қойық. Шеңбердің центрі бізде қазір 0-де 0 болып тұр. Сонда x квадрат плюс y квадрат, радиус неше болып тұр? Мына жақта қараймыз. Барлық жерде 3-пен шектеліп тұр. Сонда радиус бізде 9-ға тең болып тұр. Енді бізде шеңбердің по сути былай қарасаң, ішкі жағы боялып тұрған жоқ па, сырт емес. Ішкі жағы боялса, ол жаңа радиус 3-ге тең ғой. Содан аспайды, соның ішінде жатыр деген сөз. То есть боялған бөлігі радиустан кіші деген сөз. Мынаны өшіріп тастаймыз да, кіші немесе тең 9-дан дейміз. Сол кезде боялған бөлігі шеңбердің сыртына шығып кетпейді да, 3-пен шектеліп тұрады. Сонда біз мынаны іздейміз келесі. X квадрат қос y квадрат кіші немесе тең 9-дан. Бұл бізде А варианты. Но Е уже келмейді. Келесі есеп. Так, алдыңғы есепке ұқсайды екен. Қараңыздар. Мынау бізде жаңағы y тең x, астың жағы боялған, демек y кіші немесе тең x-тан болады, дұрыс па? Потом, мына шеңберді қарасаңыздар, үзік-үзік сызықтармен боялған ғой, дұрыс па? Сонда бұның формасы бізде қандай еді? X квадрат қосу y квадрат, ішкі жағы боялған. Біз баста кіші немесе тең 9-дан жазамыз. Бірақ үзік-үзік сызықпен боялған ғой, сол себептен теңдік белгісін алып тастайсыздар. Есте сақтаңыздар, үзік-үзік сызықпен боялса, онда теңдік белгісі болмайды, жай ғана кіші 9-дан болады. Сонда y кіші немесе тең x-тан болады, и x квадрат қосу y квадрат кіші 9-дан болады. Так, сол вариантты іздейік. Y кіші немесе міне. Е варианты келіп тұр екен. Д келмейді, А варианты келмейді, теңдік белгісі бар себебі бұда, и қалғаны келмейді. Сонда жауабы Е варианты болады екен. Келесі есеп. Суретте кескінделген нүктелер жиыны қандай теңсіздіктер жүйесін беретін анықтасын дейді. Бізде мына жақта екі парабола берілген, біреуінің настроениясы жоқ, біреуінің настроениясы бар. Бірақ екеуі де бір-біріне симметриялы болып тұр. Екеуі қай нүктеде қиылысып тұр? 3 пен минус 2-де. Қазір былай жазып алайық. Біреусі бізде минус 2-де қиылысқан, біреусі 3-те қиылысқан. Минус 2 мен 3-ті бері қарай өткізсек, мынау плюс 2 болып барады, мынау бері қарай минус 3 болып келеді. Осы жақшаны ашып біріне көбейтетін болсақ, нәтижесінде x квадрат минус 3x плюс 2x минус 6 шығады. Минус 3x пен плюс 2x маған минус x-ті береді, сонда x квадрат минус x минус 6 шығып отыр. Мынау бізде настроениясы жақсы парабола, дұрыс па? Жоғары қарап тұрған. Келесі төмен қарап тұрған параболаның қандай болады? X квадраттың алдына просто не жалғай саламын? Минус жалғай саламын. Сонда минус x квадрат нам бүкіл таңбасы несейді өзгеріп шығады. Плюс x и плюс 6 болады. То есть былай да кәз. Мұқият қарайтын болсақ, мынау настроениясы жасылмен боясақ былайынан. Ол міне, ол мынау болып тұр, дұрыс па? Келесі настроениясы нашар, оны қызылмен бояп қоямыз былайынан. Ол бізде төмен қарап тұр. Ол міне мынаусы. Енді мұқият қарасақ, мынау боялған зона бар ғой, бұл мына жасыл функцияның, жасыл параболаның төбесінде емес па? И қызыл параболаның тоже қаяғында боялған төбесінде. То есть екеуінің де үстіңгі жағында боялып тұр. Ол не деген сөз? Егер де екі параболаның да үстіңгі жағы ғана боялатын болса, мына екі функция бізде y-тан кіші деген сөз. Y кіші немесе тең. Екеуінің де үсті боялып тұр себебі. Мынандай жағдай болып қалды дейік. Парабола былай қарап тұр, и мына парабола былай қарап тұр. Екеуінің ортасы боялып қалды. Мысалға, мынау номер бірінші парабол болсын. Бірінші параболаның үсті боялып тұр ғой, дұрыс па? Демек ол бізде кіші немесе тең y-тан болады да. Аны үстіңгі параболаның номері 2 болсын. Оның уже қай жағы боялды? Астыңғы жақтары боялып жатқан жоқ мына параболаның, дұрыс па? Сол себепті біз екінші параболаны керісінше үлкен немесе тең y дейміз. То есть ережесі былай. Жазып алыңыздар. Егер де параболаның үсті боялса, онда ол бізде кіші немесе тең y-тан болады. Егер де параболаның асты боялса, онда ол бізде үлкен немесе тең y-тан болады. Осындай кішігірім теория. Мысалға бізде қызылмен боялған парабола былай қарап тұр ғой. Біз оның қай жағын бояп отырмыз? Біз бұның үстіңгі жақтарын бояп отырмыз, дұрыс па? Үстіңгі жағы боялса, міне, мына қызылмен боялған параболаның функциясы бізде үсті боялса, кіші немесе тең y-тан болу керек. И дәл осындай логикамен мысалға, жасыл парабола үстіге қарап тұр ғой. Біз оның қай жағын бояп жатырмыз? Үстіңгі жағын бояп жатырмыз, астыңғы жағын емес, мына жақтарын бояп жатырмыз, үстіңгі жағын. Демек, ол бізде тоже не кіші немесе тең y болады деген сөз. Сонда жауабы бізде В вариантына келіп тұр міне. Мысалға D вариантына қарасақ, екі функцияда y-тан үлкен болып тұр, дұрыс па? Онда бұның графигі примерно қалай сызылады? Мысалға қызылмен сызылған былай қарайды, мынау былайынан қарайды, и боялған бөлігі былай. Екеуі де үлкен немесе тең y-тан ғой. Үлкен немесе y десе не? Асты боялады деген сөз. То есть мына параболаның асты и мынаның асты. То есть мына бір кусок боялады. Мынаған қарама-қарсы симметриялы ғой сонда. Егер де мына бізде үстіңгі жағына боялған ғой, егер тек қана асты боялса, онда уже D варианты болады. А біздің жағдайда тек қана үсті боялып тұр, демек екі жағдайда да мына параболаның функциялары бізде y-тан кіші немесе тең болады деген сөз. Жауабы В вариант. Келесі есеп. Суретте кескінделген нүктелер жиыны қандай теңсіздіктер жүйесін беретін анықтасын дейді. Так, мына түзудің бірінші бізге функциясын анықтау керек. Мына бір нүктеде қиылып өтіп отыр екен, бұл жерде x 2-ге тең, y-тің мәні 1-ге тең. Мына жаққа жазып қойық. X 1-ге тең, сәйкесінше y 2-ге тең екен. И екінші нүктесі мына жақта не? 0 екен. 0-де 0. X 0-ге тең болған кезде y 0-ге тең. То есть координатасы қандай болып тұр? 1-де 2 и 0-де 0. Бұл түзудің графигін анықтау үшін не істейміз? Түзудің функциясын анықтайтын формула. X минус x1, x2 минус x1
тең y минус y1 бөлінген y2 минус y1. Мынау бізде x2 мен y2 болсын, мынау x1 мен y1 болсын. Сонда мынау бізде 0-ге тең, мынау 0-ге тең, мынау 0, мынау 0. Сонда x бөлінген x2 бізде 1 тең y бөлінген y2 бізде 2. 2-ні бері қарай өткізіп жіберсек, сонда y тең болады 2x-қа. Мына түзудің бізде астыңғы бөлігі боялғаннан кейін біз не деп аламыз? 2x-ті үлкен немесе тең y-тан деп аламыз. Оны жаңа алдыңғы бір есепте айтқанбыз. Егер де үстіңгі жағы боялса, наоборот, 2x сонда кіші немесе тең неден болады? Y-тан болады. Мынау үсті боялса, мынау асты боялса. Жаңа парабола бар ғой алдыңғы есепте. Тура сонда логика етін. Егер де үсті боялса, кіші немесе тең y-ті аласыздар, асты боялса, үлкен немесе тең y деп аласыздар. Сонда жауабы 2x үлкен немесе тең y. Соны іздейміз. Так, 2x үлкен немесе тең y міне мынау. Мына вариант тоже сондай. Так, мынаусы келмейді. Тогда келмейді. А келмейді, e келмейді. 2x үлкен немесе тең y. Мына 2-ні бері қарай көбейтіп өткізіп жүрсе, y үлкен немесе тең 2 шығып отыр как раз. F вариант тоже келеді. Так, J келмейді, H келмейді. Сонда жауаптары бізде B, C, F болады. Так, сонымен қыздар жігіттер, біз сіздермен графиктерге қатысты мүмкін, ұбт-да келіп қалуы мүмкін есептердің бәрін талдап шықтық. Ішінде сіздер білмейтін біраз дүние бар, негізі соның барлығын тағы да бір рет қарап шығып, жазып алдыңыздар. Потом соңғы 5-6 есеп сәл күрделеу болды, но жаңа ғана айттым ғой, оңай жолдар қандай. Егер де сіздерде графиктің асты боялатын болса, онда сіздер оны үлкен немесе тең y деп аласыздар. Егер де үсті боялатын болса, кіші немесе тең y деп қарастыратын боласыздар. Сонымен графиктер тақырыбы осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.